жалпы көлік ер адамға бағынады. Қазір Инстаграм болмаса сенің бизнесің жоқ деген сөз да. Дұрыс. Көп шайнамашы дейтін адамдар бар. Келіп есігім тепкілеген кісілер болды. 15 мың үшін да сотқа жазамыз деп мысалы да. Енді табыс та азайып бастады ғой мысалы да. До свидания. Жоқ болып кетті жаңа қызым. Сөйтсем олар мошенниктер ме білмеймін, кім екенін білмедім. Сіздікі деген тіпті тем более жаңағы ерекше мамандықта. Өзіңнің қолынан келіп тұрған кәсіп болатын болса, жастарға үйрету керек. Қайырлы күн достар. Бүгін біздің үшбұрышты әңгіме подкастымызда біздің қаламыздан, біздің Маңғыстаудан шыққан Айтуарова Алтын апай. Апай, қайырлы күн, қош келдіңіз. Біздің бүгінгі түсірілімге. Инстаграмда соңғы кездерде сізді көп көреміз. Сіздің кәсібіңізді көп көреміз. Сол туралы біздің Маңғыстау халқына ақпарат берейік, сіз туралы білейік, сіздің ұстанымдарыңызды естейік, көрейік деп сізді бүгінгі эфирге шақырып отырмыз. Қош келдіңіз. Бүгінгі эфиріміз сәтті өтсін, еркін, жаңа форматтағы бір сұхбат болсын деп тілеймін. Сонымен сіз кімсіз? Осы жалпы Маңғыстаудың тумасы екеніңізді білеміз. Оның бер жағында қалай өстіңіз, осы жасқа дейін немен айналыстыңыз, және бүгінгі таңдағы осы шумахерлік кәсібіңізге қалай келдіңіз деген сұрақты қойғым келіп отыр бірінші. Иә, бүгінгі шақыруларыңызға өте қатты қуанып келдім. Мынау өте жақсы жоба да, былай қарағанда жақсы жоба, кәсіпкерлердің басын қосып, жаңадан шығып жатқан кәсіпкерлерді жетелеуге де жақсы, сосын жастарға үйретуге де осындай жобалар өте керекті қазіргі кезде. Таптырмайтын жоба, өте жақсы ұйымдастырылған, біз өте қуаныштымын Гүлбану ханым. Менің жалпы туыста осы Маңғыстауда туып өстім, мекенім осы. Қазіргі жасым менің енді Алла бұйыртса осы биыл 56 жасқа толам. Енді кәсіп қылып келе жатқанымыз мына енді автошкола мектебі жөнінде, менің кәсібім жөнінде осыдан Инстаграмнан парақша жүргізіп, содан жайлап көзге түсіп, жұмыстанып жатқан жайымыз бар. Бұл жұмыс негізінен әуелден кәсіпкерлікке келгенде де мен кәсіпкер болайын деген бір үлкен оймен келіп, бір жинақталып келген емес, адам бірте-бірте келеді, не нәрсеге болса бірте-бірте келеді. Мен де мектеп бітіргеннен кейін қаланы оқуға түсем деп армандадым, жаңағыдай мектептен де ел қатарлы жақсы оқып шыққаннан кейін жақсы оқуға түсемін, сол мамандық бойынша жұмыс істеймін деп өзім ойладым. Жалпы мектеп бойынша жаңағы ойлайсың, онда дүниенің бәрі қолыңда тұрады, дегенің бола береді деген ой болады ғой мектептен шыққан кезде. Но енді солай, Алланың қалауы солай болған шығар, қанша мен отлично оқысам да оқу орнына түспедім. 3 жыл қатарынан бардым, Казгуден конкурсынан 2 рет құладым, Каргуге бардым, Каргуден де құладым. Қай мамандық таңдадыңыз? Қазақ тілі әдебиеті. Қазақ тілі әдебиеті. Содан мен сөйлегенді, сөзді, сосын сөздің құдіреті, сөздің орнымен пайдалана білу деген нәрселерге қатты мән беремін мен. Мысалы, мен мұғалім болмасам да, көпшілік адамдар қазір маған да сұрағанда айтады, мұғалім емессіз бе деп. Жоқ, мұғалім емеспін, бірақ менің негізгі армандаған мамандығым болатын. Сонымен мектепте жасап көрдім, өзімнің оқытқан ұстаздарым ішінде жасап көрдім. Солардың тәрбиесін алғаннан кейін, содан кейін қалада мектептің жұмыстарында көп істедім. Ол жерде сол ғой, енді тәрбие, сөз, балалардың ішінде жүргеннен кейін артық оқыс қимыл жасамайсың, барлығы как-штек болу керек, тәртіппен балалардың ішінде, мектептің ішінде болғасын, солай болды. Содан бірте-бірте көшіп келе, енді заманымыз солай болды. Мысалы, қайта құрылу дедік, жаңағыдай 90 жылдар дедік. Сол кезде біздің жастығымыз сол кезге келді, мен 85-те мектеп бітірдім. 90 жылдарға біздің жұмыс жасайтын жастығымыз келді. Сол кезде енді әйтеуір ол кездердегі менің ұтқаным жаңағыдай машинка басып білу өнерім болды. Машинка басып білемін. Қай жұмысқа барсаң да, орыс тілін түсінесің ба, сауатты жазасың ба, машинка басып білесің ба. Сол арқылы мен жұмыс істеп, сол арқылы жұмысқа қазіргі заманның компьютер сияқты. Компьютер сияқты. Ол кездегі содан мен жаңағы сөз арасында айта кетейін, сол машинканы механический болды, содан кейін электронды түрін көзді қарамай домбыра тартады ғой, домбырашылар. Сол сияқты мен қарамай басатын дәрежеге шейін жұмыс жасадым. Қарамай, клавиатураға қарамай тұрып, басып мен қағаз шығаратым. Копировальныймен шығарасың, 5 бет, 6 бет, қайта жазасың, уже үйреніп. Содан бірте-бірте енді ол жұмыстар жаңағыдай қайта құрудан табыс болмағаннан кейін кәсіпке қарай ауысып бастадық.
кәсіпкер ауысып бастадық. Сол кездерде 90-шы жылдардың аяғында мен тұрмысқа шықтым да, жолдасымыз екеуміз сол оқу орталығын аштық. Оқу орталығын ашып бастадық. Сол оқу орталығының 2000-шы жылы жанынан автошкола, енді бұл қосымша жұмыс ретінде ашылды да, автошкола ашылды. 10-шы жылы ғана ашылды. 2000 жылы орталық ашылды, оқу орталығы. Содан кейін 2010 жылы осы автошкола қосымша жұмыс ретінде, енді жұрттың бәрі жасап жатыр, біз де көрейік деген ниетпен соны автошкола аштық. Бірақ енді Гүлбану ханым, көріп отырсаңыз, ол 2010 деген қалай кеше ғана сияқты, бірақ біраз уақыт болып қалған да. Біраз уақыт болып қалды. Сол ашылған кезде енді ел қатарлы жаңағыдай адамдар келеді, қабылдайсың. Стандарт. Оқытамыз, оқытатын мұғалім бар, үйрететін мұғалім бар. Жалпылама тек басқару, жаңағы кәсіпкермін деген сияқты, жаңағы жұрттың еңбек айлығын береміз, солай сияқты жұмыс істедік. Сөйтіп сол кезде бизнестің форматы солай ғой. Енді істеп келе жатқан кезде бұл ескірді ғой енді. Бұл жұмыс бірте-бірте өшетін сияқты болып, енді адам азайып бастайды деген сияқты. Сұраныс жоқ. Біздің ол кездегі жарнама беретін. Қайда кетіп жатыр машина, қазір көбейіп жатыр бізде. Сол 90-шы жылдар. Сол 10-шы жыл, 12-13-терде жаңағы жарнаманы тумбаға береміз ғой біздер. Тумбалады. Тумбаға береміз. Тумбаның ішінде сол күнде сон басқа жарнама беретін жер жоқ. Инстаграм желі жоқ. Сөйтіп басталған жұмыс қой. Сонда мына автомектептің негізі 10-шы жылға 10-шы жылы бірінші ашылды. 10-шы жыл бірінші ашылды. Өзіңіз де сол кезде көлік жүргізетін едіңіз, иә? Өзіңіз сол мектепте оқыдыңыз ба? Жоқ, мен ол мектепте оқыған жоқ. Мен басқа мектепте оқыдым. Мен өзім 9-шы жылы бітірдім. 9-шы жылы оқып шықтым. 9-шы жылы оқып шықтым. Ол кезде тек жаңа үйреніп жүргенмін ғой. Енді бір жыл толар-толмас, онда да жаңағы жолдасымыз екеу болғаннан кейін, мысалы, басыбайлы көлік жоқ қой енді, басыбайлы көлік жоқ. Қолыңа тисе мінесің, қолыңа тимесе мінбейсің деген сияқты да, енді ол кезде сенім демейді, ол кезде әйел адамдардың арасында бұндай сұраныс жоқ қазіргідей. Қазір тек сондай бум ғой, қыздар. Қай мектепке барсаң да кілең қыздар оқиды. Жігіттер шамалы оқыса да, жандай жеткіншек 17-16-дағы жігіт балдар оқуы мүмкін, тек документ алу үшін. Қазір барлық автошколдарда қыздар оқиды. Абсолютно қыздар оқиды. Ер адамдар қайдан? 90-95% солай оқиды. Ер адамдар қайдан оқиды олар? Жігіттерді айтып отырмын ғой, жігіттер оқиды ғой, бірақ қыздар сияқты бум жоқ та оларда. Ер адамдар енді үйренген жігіттер моментально олар 18-ге келгенше правасын алады да, уже взрослый кеткеннен кейін уже олар жоқ, бұрын былай еді ғой, мысалға автошколда оқыды деген документ керек еді ғой, ГАИ-ға бару үшін, да? Қазір ондай талап жоқ па? В категориясы жеңіл көлікті үйрену үшін В категорияны мысалы өз бетінен үйден дайындалып, үйден онлайн тапсырып, онлайн права алуға мүмкіндік бар ғой. Бұрынғыдай бір автошколда оқыды деген сертификат жоқ, керек емес. Бірақ енді бұл заңды біздің үмітті ақтаған жоқ деп жабамыз деген хабар бар, бірақ жабылған жоқ. Бірақ қазіргі кезде осы таңда да, бүгінгі таңда да, мысалы, тек қана жеңіл көліктерді үйрету В категорияға, мысалы, үйден әркім оқып, өзің онлайн тестті үйреніп, онлайн тапсырып, права алуға мүмкіншілік бар. Тек қана В категорияға. В-ны ала алмайды. Өзгерістер бар екен қазір, да? Ол қанша уақыттан бері солай бар. Содан сіздің жаңа бизнесте кішкене переворот болды, да? Содан кейін жақсы сауаты бар балдар, мысалы, компьютер жақсы түсінетін балдар, үйден, мысалы, қыз болсын, ұл болсын, үйден үйрене береді. Олар автошколаға келіп бас ауыртып 2 ай 3 ай отырмайды. Ал қыздар болса енді ол үйрену керек, теорияны түсіну керек, одан кейін вождение үйрену керек деген сияқты, олар қыздар міндетті түрде енді мектепке келеді сол үшін. Сол үшін сондай нелер болды, өзгерістер болды. Қызықты екен, мен білмеймін. Бұрын біз мен оқыған кезде 2006-да оқыдым. Ол кезде кәдімгі 2 ай, кәдімгі аптасына 3 рет барып, кешке барып оқимыз, теориясын оқимыз. Теория міндетті. Зал деген толып отырады, білмеймін, 100 адам отырамыз, бір-бірімізді танымаймыз, бәріміз жұмыстан кейін келген. Сосын 1 ай жарым ба, 1 ай мекен теориясын оқимыз, сосын барып жаңағы неге шығаратын еді. Механика машинамен, да? Ол кезде механика, да? Ол кезде де көбіне механика машиналар, автомат деген қазір қосылып жатыр ғой. Механика машиндар барлығы, мектептің барлығы солай оқытатын. Тек механикамен үйретеді. Қандай көлік айтасың? Қалай дұрыс үйренгенде? Механикамен үйренген дұрыс па, или қазіргідей автоматпен? Қазір жаппай ер адамдарда, қыздарда түгел автомат үйреніп жатыр. Негізінен келгенде, автошколаны үйренгенде, басында механикамен үйренген пайдалы. Механикамен үйренген пайдалы. Ол қиын, үйрену қиын. Қиын, мен үйрене алмадым. Үйрену қиын. Үйрену қиын, бірақ ол пайдалы. Неге десеңіз, мысалы, қазір праваларды бергенде қазір анық беріледі. Мысалы, механикамен тапсырып,
право алды, болмаса автоматпен тапсырып право алды деген бетінде айрықша белгі болады. Егер ол адам айрықша белгіде автоматпен үйреніп емтихан тапсырылды десе, ол механикаға отыра алмайды. Айта алмаймыз. Енді правода көрсетілген. Біздің кезімізде мысалы мен механик автоматпен тапсырстым, бірақ маған біздер механикамен оқыдық, бірақ автомат айдап жүрміз. Бізде айрықша белгі жоқ правамызда. Автомат, механика деген белгі жоқ. Бізде де жоқ сияқты. Бұрынғы берген. Қазір айрықша белгі қойылады. Айрықша белгі қойылады. Механикамен тапсырған адам, сол механиканың өзін де айдайды, автоматты да айдайды. Автомат коробка машинаны да екеуін де айдай алады. Жалпысында негізі қыздарға, жастарға мысалы мен училище, мысалы колледждерге, мына универдегі жастардың барлығына мен өзім тікелей эфирде үнемі айтып отырмын. Жастар, қазір үйреніп алыңыздар. Семья құрған жоқсыздар. Пока сіздер оқып жүрсіздер. Миыңыз бостау кішкене. Семья жоқ, бала жоқ. Ертең қыздарымыз тұрмысқа шығады. Екі бала болғаннан кейін, ойбай апа мен оқуым керек, үйренуім керек деп бастайды. Бәрімізде солай басталған. Ол қажеттілікпен үйреніп бастайды. Мен айтамын, бұл қажеттілік болмау керек. Бұл сіздің өміріңіздің жалғасы. Мысалы, сен мектеп бітіріп аттестат алдың ғой. Сол аттестатпен бірге сен қолыңда 18-ге толсаң право тұру керек. Бұл шетелде барлығында практикада бар зат. Ол шетелдің мектебінде студент, мысалы 16-ға толған бала әке-шешесінің рұқсатымен машинамен келеді көлікке. Мен оны қайдан біледі десеңші, менің қызым шетелде оқиды. Шетелдің мектебінде Америкада 1 жыл оқыды. Сол кезде айтты: мама, барлығының специальный парковкасы бар, мұғалімдердің парковкасы бөлек, оқушылардың парковкасы бөлек, ата-аналардың рұқсатымен олар машинаны айдап келеді. Сосын 18-ге толғанда право алады. Бізде ондай жоқ қой. Оларда мектепте қосымша оқытылатын сияқты да, шетелде факультатив сияқты правоның несін, машинаны айдауды. Автокөлікті айдау, конечно, ол мысалы үйретілмесе, теориясын білмесе, оған енді рұқсат та берілмейді ғой. Мысалы сырттан келіп тұрған тек міне сал деп ешкім айтпайды ғой. Мысалы оның да қолында қандай да бір документ болу керек қой. Сондай автодело курсынан өткен деген сияқты да. Ондай курстан өткенде ояқта олар қатты қаралады, өте қатты қаралады, жол ережесі өте қатты қаралады. Содан көрдім ғой мен. Сосын мен ойладым да, бізде де болатын шығар болашақта. Неге мен өзім ойымда қазіргі, мысалы мен жұмыс жасалып жатыр, автошкола оқытып жатыр. Неге осыны жалпы Қазақстан бойынша біздердің біріккен бірлестігіміз бар. Әр облыстың бірлестіктері бар. Мысалы Ақтау қаласында қазір мысалы 20-30 автошкола бар ма? Біз бір бірлестікте отырамыз. Бір жерге отчетымыз құйылады, біздің министерствоға кеткенде отчет бір жерден кетеді. Әр облыста сондай бар. Ол бірақ ерікті түрде. Мысалы мен мына жерде отырып Қостанайға қосылуыма болады, мына жерде отырып Астанаға қосылуыма болады, бірақ бір бірлестікте болуым керек. Әйтпесе менің жұмысымыз заңсыз болады, берген документім заңсыз болады. Сондықтан бір бірлестікке бағынышты болып отырады. Сол айтам ғой, неге біздерде мектепке осы автодело бұрын болды біздің кезімізде. Автодело деген. Машинист тракторист деген біз мамандықты оқыдық. Біздерді мұғалімдеріміз тракторға оқытқанда мен бір қызық қылғам. Мұғаліміміз тракторист. Теорияны оқытады, күнде бәріне трактор үйрете ме сонда? Тракторист машинист дегенді оқытты бізге. Күнде мотордың жаңа құрылысы, мотордың құрылысы дейді, миымыз ашып кетеді ғой, жаңа тыңдағым да келмейді ғой, темір болғасын. Бізге қажет жоқ оның. Артына айдайтын трактор да жоқ қой сосын. Мектепте бар. Мектепте біткеннен кейін. Мектепте артына трактор бермейміз. Содан бір күні практика деді, айдалаға алып барды, жаңа мұғаліміміз біздерді. Айдалаға барғаннан кейін отыр рөлге дейді, енді жаңағы жақсы оқиды деп үміттеніп тұрған ғой. Енді машина айдап біледі деп қайда? Мен алдым да ананы зыр еткізіп бір төбенің үстіне шығарғам ғой да, үйіліп тұрған мынандай төбе болған. Зырлатып тас төбесіне шығардым. Тормоз қосты да, сосын мұғалім осы жерден ауса қояйық деді да, соны төңкеріп тастай жазамын ғой тракторды. Сонымен сөйтіп трактор үйрендік. Мен айтамын, сол кезде сөйтіп біз оқыдық. Қой шаруашылығы деген сабақ болды. Қой шаруашылығы деген сабақ өттік біздер. Ана Қаракөл қойы Ақшұқырда тәжірибе станциясы деген бар, опытный станция дейтіміз. Соны деген ана қойлардың бұйра жүні, қозылардың бір күндік бұйра, 3 күндік бұйра деп үйрететін, содан жаңағыдай оны тоже материал, тон тіге ма, не тіге ма, бөрт тіге ма деген сияқты. Қосымша сабақтар болды сол кезде. Өте жақсы сабақтар болды. Соның бәрі мысалы қазір оқытылса, соның бәрі кәсіп болып кетеді ғой бала. Сол сияқты деймін ғой. Неге автодело кезінде оқытылды? Жақындырақта осы сол 10 жылдың ішінде мен осы жерде бір мектептен көрдім, автодело деген сабақтың жүретін. Сосын директордан сұрадым: сіздің автоделоңыз қанша уақыт оқытылып жатыр? 2 жылдай оқыды. Мысалы 10-11 класста бала оқиды. 10-11 класста бала автоделоны оқып шыққанда ол әбден ол үйренеді машинаға. Әбден үйренеді. Неге айтамын? Неге сіз менімен, ата-анамен 3 кісі 3 ара келісім шарт жасап, біз практикасын үйретіп, бізден документ алып шықсаңыз болады.
сонда ол бала дайын тұрады, қолында бітірді деген куәлігі бар. Мысалы мен куәлік беремін, бітірді деген, олар бітіріп шықты деген справка береді. Куәлігін беремін, ана бала барып правасын ала алады. Неге сондай балаларға жағдай жасамайсыздар? Сол мемлекеттік кәдімгі қолдау тапқан сондай сабақ болып кірістірілді болды. Қазір оны алып тастаған, қазір ешкімде жоқ. Бұл бірлі жар арасында болды, жаппай мектепте болған жоқ. Бірлі жар болды, жаппай мектепте болған жоқ. Мен барған мектептеріне сұрап жүрмін, сізде бар ма, сізде бар ма? Жоқ. Әркімде әртүрлі. Бір мектептерде майларды сөйтіп өткізді. Маляр жұмысын. Жалпылама, мысалы, жұмысы осындай мамандықтарға әр мектепте жалпылама. Ол эксперимент есебінде жүрді ма? Пилотный проект. Сондай эксперимент есебінде жүрген болды. Сондай нәрселер болып тұр ғой. Сол кезде де оны мысалы қалды. Ол автоделін ана бала оқыды, автодел курсынан өтті деп аттестатына жазған болар. Бізде сондай жазылады ғой, мысалы, жазылған болар, бірақ ол бала одан пайда көрген жоқ. Ол тағы автошколадан оқиды да, қайтадан оқып, қайтадан право алуға барады. Менің негізгі мақсатым былайда, қыздар, ұлдар деп бөлмеу керек. Жастар ма? Жастар қазір қыздарға да керек, ұлдарға да керек. Солай емес пе? Жастарға да, ұлдарға да керек. Сол үшін мектептен шыққан бала дайын тұру керек, қолында куәлігімен дайын тұру керек. 18-ге толған күні емтихан тапсырып, машинаға отыра алатын жағдайға келу керек. Менің жалпы өзімнің оған біздің ойым сол. ата-аналар тұрғысынан біздің менталитет дайын ба? 18-дегі балаға право алып беруге? Дайын. Да? Дайын. Мен өзім мысалға 18-дегі балам право алам деген кезде мен деген қашып жүрдім. Иә, жоқ. Ол сол жаңа сіз айтқандай, ол оқып жүр екен. Жаңағы онлайн оқып жүр екен. Сосын 18 бір 4 күн үйден шықпай жатып алды. Не істеп жатсың десем, жаңа компьютерді шығып, правоға тест дайындалып жатырмын дейді. Бір базасын сатып алады екен. Екі бала болып қосылып сатып алғанда, сосын соған дайындалып жатыр екен. Дұрыс. 18-ге толған бойда келесі күні барып экзамен тапсырып тұр ғой. Бір кезде ойлайды, мен право алып келе жатырмын деп. Бір сағаттың арасында шығарып берген правосын, солай ма қазір? Иә. Мен тест тапсырасыңыз. Бұрын біздерде деген кәдімгідей жүрсе ғой, айлап теория тапсырылады. Теориядан жақсы тапсырып шықса, сол бойда неге жібереді? Иә. Практикаға жібереді. Практикаға жібереді, екеуінен де өтіп. Иә. Оны вождениесін сразу өтті ме, болды, 2 сағаттан кейін праваңыз дайын. Мен өзім шок болғанмын, әкесіне ұрысып жүрмін, сен неге алып бересің деп та, сен неге біреумен сөйлестің ба десем, жоқ, мен ешкіммен сөйлескен жоқпын деп, ол ақталып жатыр да. Ол оказывается өзі не үйреніп жүрген осыдан 1 жыл бұрын. Қыз балдар, мысалы, менде бір ата-ана болды, 15 жаста қызы болды, 17 жаста ұлы болды, екеуін әкелді. Бірақ мен негізі үйретуде де, мысалы, автошколаны оқитын жас 16 жастан ғой. 15 жас болмайды, 16 жастан оқытылып үйретіледі, бірақ 18-де право алады. Сол кезде практиканы көрсетуге болады. Мен Гүлбану, бұл жерде бұл сұрақтың бәрі неге қозғап айтып отырмын? Ата-аналардың көкейіндегі сұрақ. Ата-ананың көкейіндегі сұрақ біріншіден, екіншіден, сосын автошкола деген балаларға жабық есік болмау керек. Жабық есік қашанда қызықты ғой. Біз мысалы үлкен болсақ та, ана есікке тимешті, қазір мейрас бізге ана есікті қозғамай қойыңдаршы десе, интересно, ішінде не бар екен деп отырасың ғой. Бір көзің сонда келсе ашып қарауға. Ана ішінде не сақталып тұрған деген сияқты. Адам қызығушылығы артып кетеді да. Сол болмайды деген жаққа біз жүгіреміз ғой. Ана балдарға айтамын, менің өзімнің жалпы ойым, автошкола деген балдарға жабық есік болмау керек. Түсінік болу керек, үйрену керек. Ойыншық машина болса да отыру керек. Мысалы, балабақшаның баласына ана ойнатады ғой қыздардың барлығы да, кішкентайлар теңіз жақта ойнатады. Өздерінің алаңдары бар, ойнап жүргенде ана сырғанайтын дейді, сырғанайтын машиналар бар ғой. Не бар? Каток сияқты сырғана ойнайтын балдардың машинасы бар ғой, нелердің ішінде. Тоже ойыншық машина да балалар. Иә, тоқпен жүретін асты. Сондай көліктерді қызық, осы кейбір қыздар маған келгенде күледі ғой. Сондай жандай сырғанайтын машиналарға мініп өздерінің қорқынышын жеңіп жүрген қыздарым бар менің. Балалар ана жерге бір соғам, ана жерге бір соғам, сөйтіп кішкене үргілеріп жасап, сөйтіп үйреніп жүрем депті. Дұрыс, ол деген оңға солға деген рөлге қолды үйретіп айтады, мен баламен сөйтіп кішкентай баламен. Астында педалі бар еще. Кішкентай баламен сөйтіп содан үйреніп кішкене қорқынышым жеңгем деп. Көрдіңіз бе, балабақшадан. Мен тек мектептен емес, мен кеше бір ойым бар еді, жалпы әр жерде айтып жүрмін. Жалпы автошколаның жолдың жүру ережесі деген нәрсені балабақшадан бастауымыз керек. Балабақшада бар, методика бар. Жоспар бойынша оларға жаңағыдай мүмкін жылына 1 рет па 2 рет па, мүмкін кварталға 1 рет үйрететін шығар, мен білмеймін. Жаңағыдай күттай 3 жасар балаға мынау бағдаршам, көзі жасыл, сары, қызыл деп та. Үйретіледі ғой деймін, қызылдады. Соны деймін ғой, мен енді соған мен кешеден өзім жұмыс бастап кеттім, жандай раскраскамен балдарға. Вот ашық есік қыламыз дегенде, жабық есік болмау керек дегенде,
мен өтпеймін ана жерде қызыл, маған айтты тәрбиеші, апай өтпе деп айтты, мама өтпе деп айтты деп, баланың есінде қалу үшін күнде оны бояту керек, ана баланың көзінде қала беру керек, зрительно қала беру керек қой, бояп. Жол белгілері, жол ережелердің жол белгілерінде тұрған мына белгілердің барлығын кішкентай балдар бояп өссе құрттайынан, ол 15-ге келгенде толық сауатты болады. Ол уже қызығушылық болады, үйренеді жолдың жүру ережесін, уже ол машинаға отырады. Сол дұрыста техника сияқты, себебі мен өзім балабақшадан балабақшада білмеймін не үйреткені есімде жоқ қой, бірақ анда жаңағы көлік жүргізгенге дейін светофорды өзім түсінбейтін едім. Көздердің қайсысын көрсететін. Жасылда жүру керек екен білем да, мен жүрейін деп жатсам қарсы машина жүріп келе жатады, мен зәрем ұшады, өзім ересек адаммын ғой, бірақ соның өзінде жаңағы пешеходтан өтейін десем жаңағыдай да бүйтіп сасқалақтап тұрам да, сосын айналамдағы адамдарға қарап адамдарға қосылып өтіп кетемін. Үлкен адам болып тұрып мен өзім сондай болдым. Ана енді бала қиылыстар, сол мына жағында да жасыл жанып тұр, мына жағында жасыл тұр, правиланы білмеймін ғой енді мен, машинаның правиласын білмегенде жаңағындай ситуация есіме түсіп отыр сіз айтқаннан кейін. Бірақ жаңағындай балабақша кезден үйретілсем, енді кезінде үйреткен де шығар, ол кезде ауылда тұрдым. Жоқ, ол кезде мән беріп үйретіп жатқан жоқ. Қазіргідей қажеттілік жоқ. Қазір машина қаланышы тар, машина көп. Қазір қыздардың барлығы жаппай көлік үйреніп жатыр да, қыздар. Ол мысалы мен айтамын, сіздердікі біз айтады ғой, мастық па, келін машина айдайды деген не шаруа деп мысалы да, енелер аталарымыз айтады, ол не келін машина айдайды деген. Отыр ғой күйеуінің машинасы бар, сонымен тасы дейді. Жақсы, күйеумен тасисың, ол вахтада жұмыс жасайды. Ол государственный жұмыста күн бойы жұмыста отырады. Ол баланы репетиторға баруың керек, оны секцияға баруың керек, бассейнге бару керек. Ана ерекше балдар деген өте көп, олардың деген күнде массажға бару керек, күнде физлечениеге бару керек. Оның бәрін кім тасиды? Шешеге қалады ғой. Шешеге қалады. Оны күнде аңылдап айтып отырмайсың, ойбай мен апарып берші. Оны ер адам нан тауып бере ме? Солай, тап солай, мен өзімде солай басталды. Әйтпесе мен өзім тіпті машинаға деген ешқандай қызығушылығым жоқ еді. Қажеттіліктен туады. Содан туындады менде де. Әркімге бір жалын, ең соңында жаңағы вынужденно дейді ғой. Мұқтаж түрде өзім машина үйрендім. Мына қыздарды қазірден үйретейік деп отырғаным сол ғой. Мектептен шыққанда қыздардың қолында правасы болсын. Болмағанда универге келгенде сол 4 жылдың ішінде үйреніп алсын сол машинаны. Ертеңгі тұрмысқа шыққаннан кейін жылап жүрмесін ол. Мен қашан үйренемін, оған ақша бересіз ме, күйеу бермей ме, қандай семья тағып алып, шын ғой ол. Біздің қазекем сол ғой. Жас өскен сайын қорқынышта көбейеді ғой сосын. Ол мысалы кез келген адам, менде де ол, сізде де ол. Жас кезде тұрмысқа шыққанда әйел адам қорықпайды ештеңеден. Бізде 20 жасымда ана суға батып кетсе батып кетіп, секір десе секіре беретінбіз. Ал босанғаннан кейін адамда қорқыныш, потому что баланы уже сақтап үйренесің ғой. Инстинкті баланы сақтап түсіріп алмайын, күйдіріп алмайын деп бүйтіп үйренгеннен қорқыныш пайда болады да. Тұрмысқа шыққаннан кейін адамдар қорқыныш өте қатты болады. Үйренуге сосын қорқады машина. Үйренуге қорқады. Солай. Мен өзім машина үйренген кезде, білмеймін енді қазір қыздарға неше күнде үйренеді. Мен 10 күн микрорайонда домның айналасында жүрдім. 10 күн, сенесіз ба? Білмеймін, өте көп жүрген сияқтымын, бірақ ол кезде шынымен әйел адамдар болған жоқ. Біздің кезімізде үйрететін инструкторлар болған жоқ. Правамды мен 2006-да алып алдым. Сосын ол жатты, жаңағы мен машина айдайтын ойымда жоқ. Просто жаңағы қымбаттап бара жатыр да, курстың бағасы 25 000 теңгеге оқығам. Сол кезде қымбат қой кезде. 17 бір жылы қарағанда 15 000 теңге тұрды. 2006 жылы ғой сол оқыған. Сосын қой бір күндер әйтеуір машина айдаймын ғой деп жазылып қояйыншы, сертификатын алып қоя берейін деп оқыдым да. Сол кезде алып сол 2011-ге дейін үйде жатты правам. Сосын біреу айтты, ойбай оның сұрау өтіп кетеді екен деді. Айдамасаң сұрау өтіп кетеді екен деп, сосын жаңағыдай алып машина алып соны үйренген кезде соны папам қорқып мен далаға шығаруға, жолға шығаруға да шықпа деймін, өзім үйретсем деп. Жаңағы 27-ші шағын ауданында тұрамыз. Күнде таңертең келеді. Сосын жаңағы үйдің артында ашық үй арасында үйрендіңіз ба? Үй арасында жолдармен? Солай етті. Домдарда сосын жаңағы бүйтіп алдына қарсы келе жатқан машинаны бүйтіп жол беріп, сосын жаңағы фарыңды оңға солға жағып үйрен деген сияқты алыпты. 10 күн микрорайонның ішінде жүрдім ғой. Сосын барып әрең деп ең қиын жолдан үйреткен екенсіз. Ең қиын жолдан үйреткен. Жалпы былай сыртқы жалпы ашық жолмен жүргенде, қаланың ішінде біздің қаланың ішін түгел үйретем. Қаланың ішінде мына жалпы жолда әдемі қозғалғанмен де қыздар микрорайон ішіне кіргенде уже кідіреді. Анау тар жол. Иә. Және внимательно құрттай жолда мына жерде бүйтіп машина тастап кетеді ғой. Солардың ортасына кез келген жерде машина тұрады. Кез келген жерден орын тауып кету керек. Мен сол нелерден маневрларды жақсы өтем да. Сосын папамның жаңағы мықты үйреткені маған парковка жасау болды.
Парковканы жаңағы әрдайым дейді, мысалға любой бір зданияның алдына келесің, домның алдына келесің, шығуға ыңғайлап қой деп сөйтіп үйретті да. Міндетті түрде шығуға ыңғайлап қой. Сен мысалы 1 сағаттан кейін шыққан кезде сен уже артыңа біреу машина қойып кетуі мүмкін. Сен жаңағы артқа қаратып машинаны қойып кетсе, сосын сен тұрасың, пока ана адам шыққанша деп та. Сосын жаңағы парковканы өте мықты үйретті. Сосын жаңа 2 машинаның ортасына қыстырылған жерге қыстырылып тұра қалуға да соны жақсы үйретті да. Сол қазір көп қыздардан байқаймын, парковканы көп жасай алмайды екен да. Сосын алысқа қойып тастап кете береді екен. Ашық жерге барып қойып кетеді да, сосын өзім жаяу келемін деп та. Сақтыққа ол да жақсы. Бірінші сақтыққа ол да жақсы. Бірақ парковка ол біздердің жалпы бағдарлама бойынша соңынан үйретіледі. Осын парковка еркін қою үшін сен рөлді еркін қозғап білуің керек. Рөл қалай бұрылғанда машина қалай қозғалады, соны түсініп отыру керек. Біздерде қыздар түсінбейді. Солға бұрды десең, төбеншен барып тастайды. Ол рөлді бұрғанда ана көліктің дөңгелегі бұрылатынын түсінбейді олар. Оны қабылдамайды олар. Мен айтамын ғой, сен қалай бұрдың деймін, бұрып тастайды төбені шейін, солға шейін. Мен айтамын, сен аяғың қазір былай тұр. Солай ма дейді. Иә, солай тұр. Енді оның орнына келуіміз керек. Ол соның рөлдің бағытын қалай бұру керек екен, төбені шейін қалай бұрғанда не болатынын олар түсінбейді. Сондықтан айтамын ғой, парковка мысалы келгенде желек болып келеді қыздар, ойбай. Мен парковка үйренуім керек, мен жаңағы задний парковка қоюым керек, мен ертең сразу балабақшаға баруым керек. Айтам ғой, жоқ, біз толық қаланың ішінде еркін сен айдамай, еркін жолдан жолға өтіп, мысалы да, бір қозғалыста үйреніп, артындағы машинаның барлығын бағытын біліп, арттағы көріністер түгел көретін болмағанша, парковкаға бару ерте. Олар түсінбейді, неге біз тормозить ете бересіз. Мен тормозить етемін, потому что мен ол адамның енді психологта болып кетесің ғой. Жасай психолог. Сосын жүйемен үйрену керек қой. Сосын мен айтамын, оның әрқайсысының өзінің орны бар. Мен қазір келген кісіге 2 күннен кейін алдабай парковка десем, ол ештеңе істей алмайды ол. Ол сол күні қашып кетеді. Ол көлік айдау деген масқара дүние екен, мен үйренбедім деп сол күні қашып кетеді. Оның барлығының жүйесі бар. Оның бағдарлама бойынша үйреткенде, барлығының сабақтары бірден соң бірге келгенде жеңіл үйренеді адам. Жаңа айтқан, сол үшін балабақшадан бастап балдардың түсінігіне кіре беру керек, баланың миына кіргізе беру керек. Ол уже жоғары классқа 7-8-ге келгенде қызығушылығы күшті артады. 15-16-ға келгенде о балаға жаңа ойыншық машина емес, енді тірі машинаны үйретесіз. Тірі машинаны 16 жасқа келгенде үйренгеннен кейін, ол манағыдай 10 бітіргенде де желөкпе болып әке-шешесінің машинасын ұрламайтын бар. Қазір кездесіп жатыр ғой сондай. Таныстарымыз да көп. Алла сақтасын, сол машинаның алып қашқаннан адам басып кетіп общий болып жатқан балдар көп, өздері зардап көрген балдар көп. Мысалы, о бала шешесінің әкесінің кілтін тек алып кеткісі келіп дайын тұрады. Егер о бала көзі көріп өссе, мысалы, тамақты тойып жеген бала оны бүйтпейді. Тамақты тойып жеген бала сұрамайды ғой, кішкентай балдар деген сияқты. Мынау да сол сияқты көзі үйреніп, жаттығып, машинаның қауіпті екенін түсіну керек. Оның үйренуге келгенде оның қалай үйренсең қауіпсіз екенін соны бала түсініп, өзі миымен шешіп отыру керек. Конечно, о балаға біз мектеп бітіргенше жолатпаймыз. Жақындама. Кілтке тиме, жақындама. Әкеңнің кілтін ұстама, шешең кілтін ұстама. Жақындама дейміз де, 20-ға келгенде машина үйрен дейміз о бала. Машина үйрен дейміз. О бала не етеді уже. Ештеңе әуелде ойламай жүрген адамға ол өте қатты стресс болады бірінші. Екіншіден сосын скорость ала береді, жаңағыдай жылдамдық алып кетеді. Әр саланың өзінің бір қыр-сыры бар, біз оны мысалға біз өзіміз ол тақырыпқа ойланбаймыз ғой. Мысалы, сіз сол салада жүргеннен кейін уже ішіндегі проблемасын ойланып отырсыз да. Мен бұл тақырыбым, мен тек автошкола болғанда қазір мен көбіне қыздарға үйретемін ғой. Сол қажеттіліктен туындады ма қыздарға үйрету тек қана? Иә, бұл қажеттіліктен туындады. Қыздарға не үшін үйретіп бастадым? Мен сол жаңа мектебіміз ашылды ғой. 10 жыл істедім, мұғалімдеріміз болды. Сосын бір келгенде бір 3 қыз болды менде, жаңағы айтқан, енді апа бізге деді, әйел адам тауып беріңіз деді. Мына ер адам темекі шегеді, басымыз ауырады, болмаса терезені ашып қояды, болмаса насыбай, сосын ұрсады, айқайлайды, сосын ұрсады, неге тез істемедің дейді, біз нете алмаймыз, сосын ашып пікіріміз, мысалы мен түсінбей отырмын деп айта алмаймын, өзімнің пікірімді ашып айта алмаймын, мен не сұрағым келсем, ол кісіден қорқамын, мен сөйлей алмаймын, маған ыңғайлы, маған әйел адам тауып беріңізші деді ғой. Тап солай, менде де солай болады. Мен әйел адам қайдан табамын енді деп ойладым, мен әйел адам табатын, ол кезде әйел адам деген инструктор жоқ, әйел адам инструктор жоқ қой. Не істеймін деп ойладым. Мен өзім үйретуші емеспін ғой, мен просто өзім көлігімді айдайсыз. Мен оны тіпті ойым жоқ. Сосын ойладым, неде болса мен
енді әйел адам өзім үйретіп көрейінші осы деп ойладым. Үш қызға үйретіп, яғни үш қыз шығару керек қой енді. үш қыздан мектеп бітіртуім керек қой. ертең үйренбедім деп тағы маған претензия қояды. Сосын осы үш қызға үйретейін де сосын енді көрейін дедім. Сол үш қызға үйретіп жүрсем, артынан одан тағы группа қыздар келеді ғой. Мә, апай, өзіңіз үйретіп жатыр екенсіз ғой, бізге де үйретіңізші. Жоқ деймін ғой. Мына қыздар тек қыздар дегенсің, жоқ, инструктормен үйренесің. Жоқ, апай, сіз үйретіңізші. Ол кезде инструктор таңдайды дегенде не ұстаным жоқ қой. Жоқ, ұстаным жоқ. Графикті де өзі қояды мектепті. Қазір графикті біздің адамның ыңғайына қарайсыз, мысалы да. Мысалы, бос уақытың таңертең боссың ба, түстен кейін боссың ба деп сұрап қоямыз. Ол кезде, мысалы, 9-дан 10-ға шейін сен келесің, 10-нан 11-ге шейін сен келесің деп графикті қойып кімге бара жатқаныңды да білмейсің, түрінде танымайсың. Вперед. Тап солай. Солай болды. Қазір ондай емес, енді адамның ыңғайына қарау керек. Сол үш қызды үйреткеннен кейін содан әңгіме содан басталды ғой. Қажеттіліктен туындаған мамандық дейсіз ғой сізде. Қажеттілік болды. Сол бойынша сосын сол үш қыз болды, содан жалғасты. Жаңағы қызығын айтыңызшы, практикада енді мен инструктор болып көрген жоқпын ғой. Тек көлік жүргізіп білемін. Не үйретемін деп ойладым. Не айтамын мен бұларға деп та. Сосын ладно дедім, отырайын машинаға, сосын қазір көрермін деп. Енді сұрайды ғой, мен мынаны түсінбей жатырмын, мен мынаны түсінбей жатырмын, рульді қалай бұрамын, педальді қалай басамын деген сияқты сұрақ болады ғой. Енді бірте-бірте келгенде солардың сұраныстарымен үйретіп көрдім, олардың түсінбейді. Сосын мен өзім тәжірибемді үйретіп бастадым. Мысалы, мен өзім үйренген кезде маған не жетпеді. Мен мұғалімнен сұрағым келіп білмей қалған заттарым болды да, мысалы, қалада жүргенде, мысалы, педальді қанша деңгеймен басып отырады, қалай басып отыру керек, рульді қалай ұстап отыру керек деген заттарды мен өзіме керек нәрселер ішімде бар ғой, мысалы, алдында 5-6 жылдан. Сол бойынша үйретіп бастадым. Осылай үйрен, былай болу керек деп. Сосын жаңа өзінің керекті сұрақтарының жауабы. Мысалы, мына қалай істеймін, мына былай істеймін ба дегенде, сол бойынша үйретіп содан уже осы кезге шейін 18-де басталды ол. 2018-де. Онда автошколаны аштыңыз, сосын 18-ден бастап жеке жаңағы инструктор болып шығып бастадыңыз. Өзім мектебімде өзім қыздарға үйретіп бастадым содан кейін. Сонда менің білуімше қаладағы жалғыз әйел адам инструктор сізсіз да қазір? Қазақ тілде. Орыс тілде де бар. Орыс тілде қыздар бар, Орыс тілде жақсы үйретіп жүрген қыздар бар, бірақ олар жеке нелерде инструктор, мектеп емес, мысалы, қазір жеке адамдарда инструктор бола алады. ИП ашып, мысалы сізде ИП ашып, ИП-іңізға мысалы жеке инструктор болып, соны мен сұрайын деп отырмын. Жеке инструктор болып жұмыс жасай алады, бірақ ИП ашу керек. Бірақ біздегі жаңағы айтқан тағы да сол больной вопрос, ешкім тіркелмейді, ИП ашпайды, кез келген адам өзінің машинасымен үйретеді. Ол қалай өз машинасымен үйретеді? Егер де мысалға сіз келесі жағында отырмайсыз ба? Жабдықталған, қосымша педальдар болу керек, сол біздегі жабайы болып кеткен. Кез келген адам, мысалы, мен қарап ашып отырам OLX-ті, жаңағыдай өзіңіздің көлігіңізбен үйретем дейді. Қалай ол, мысалы, аварийный ситуация болып қалады. Қалай ол өз көлігімен үйретеді? Ол жабдықтан ол тормозды, газды басуды білмейді, рульді білмейді. Ол қалай көмектеседі? Ол және ол адамның өзінің дүниясы. Ол дүния бүлінеді. Сонда ана соғып тастаса, сау бол, осымен үйреніп болдық деп түсіп кете бере ма инструктор? Оның жауапкершілігі қайда? Мен соны түсінбеймін да. Өз көлігіме үйретем дегенге түсінбеймін. Сосын кейбір жігіттер бар, өзінің көлігімен үйрететін жігіттер бар. Жаңағыдай жабдығы жоқ. Өзінің көлігімен тоже риск қой енді бұл да. Бұл да риск. Негізінде көлік дегенде әбден жабдықталған машина. Егер сен ИП болып жаңағыдай ашып, өзің үйреткің келе ма, онда машинаң жабдықта. Арнайы жасалады солай. Қосымша педаль бар ғой, сатылып жатыр, шүкір. ИП болып, заявкаңды жаса, тіркет, мына үкіметке тіркетесің, есепке кіресің. Мен мысалы инструктор болып жасап жатырмын деген сияқты, сонымен тіркеліп үйретуге болады. Сосын оның жаңағы учебный деген знак болады да, ондай машина. Енді міндетті жабдықталу керек. Артында жазу болу керек, міндетті түрде. Курсанттың рөлде курсант отырған жабдықталған көрсетілу керек. У белгісі міндетті түрде көрсетілу керек, мысалы да. Енді жарнама ретінде жаңағыдай телефон номерлер заты барлығы өздері көрсетіп тұру керек жалпында. Осы жалпы сіздің ойыңызша машина айдап бастаған адам У деген знакты қыстырып алады, ең басында. Сосын жаңағы әйел адамдар туфлидің знагын қойып алады. Мен жолға шығып бастаған кезде жаңағы салоне ребенок деген знакқа дейін бәрін қойып берген ғой, жапсырып түгел наклейка тұрды мен бастаған кезде. Солар қаншалықты пайдалы, қаншалықты қажетті деген сияқты сұрақ. Жапсырып
керек па керек емес па дұрыс, мысалы міндетті түрде керек ол. керек та Міндетті түрде керек. Ол тектен тек ол белгілер шығарылып жатқан жоқ қой. Ол қыздардың барлығы жүреді, қыздар жүрген рөлде жүргеннен олар балдармен жүреді. Міндетті түрде балдар үшін үйренеді. Ол бала салонда бала бар деген белгі болу керек. Міндетті түрде у деген белгі қойылады. Енді туфли енді ол енді әркімнің өзінің қалауы. Бірақ мен қазір көпшілігін айтам, у деген белгіде мысалы біреулер қазір мен көп байқамайтын сияқтымын уды жапсырады, 1 жыл 2 жыл жүре береді да, мысалы кез келген адам. Ол үйретілетін машинаға да жапсырылу керек, міндетті түрде. Мысалы үйрететін адамдарда жаңағыдай жабдықталған машинада да у белгісі тұру керек. Бұл учебный машина. Содан қыздарға айтамын ғой, сіздердің ең жұртқа белгілі болу үшін сен жаңа жолға шыққаныңды көрсететін начинающий водитель деген знак бар. Ол да у ма? У емес. Ол өзінің белгісі, леп белгісі сияқты белгі болады да. Начинающий водитель, оны енді кез келген ер адамдар түсінеді. Солай ма? Кез келген ер адамдар. У жапсырып берген сияқты кезінде. Иә, ол уды жапсырады, мен айтамын қыздарға, уға көп ешкім көңіл бөлмейді. У дегенде кез келген адам жапсырып жүре береді. Уға көп көңіл бөлмейді, әсіресе ер адамдар. Қыздар тем более қарамайды, оларға қызық емес. Сен артында бүткіл айнаның, терезенің барлығын наклейкамен жапсырып қойсаң да, ол әйел адамдар қызық емес. Қыздарға айтамын ғой, алдың жағынан, арт жағынан начинающий водитель деген знакты жапсырып қой. Ол леп белгісі. Леп белгісі ма? Леп белгісі сияқты ол сурет артынан бір көрсеттерін. Сол белгіні жапсырмасаң, сенің жаңа бастап үйреніп жүрген адам екеніңді білсе, сенен қашып жүреді. Қашып жүреді. Ол қандай ситуация жасайтынын түсінбейсің, ол не істейтін. Парковка жасағанда сен маңдайыңды жабысып тұрса, сен кіріп шығып қоя алмай жүрсең, не қылып жүрсің дейміз, мысалы айтамыз ғой. Не қылып жүрсің, қойсайшы машинаны, енді біз өтіп кетейік деп. Уже маңдайында белгі тұрса, енді ақымақ болмаса айтады ғой, реттеп қойып алсын деп, мысалы, жол беру, түсіністікпен қарауға ыңғайлы. Бұл маңдайында да болу керек, артында да болу керек. Менің есебімнен. Маңдайында да, артында да жапсырылу керек. Баланың белгісі міндетті түрде болу керек. Салонда бала бар екен, артындағы машина түсініп отыру керек. Ол белгілер міндетті. У жаңағы уға көп мән бермейтіндігін айтып мен сол знакта наклейкалерді біраз тақтым айтып. Сосын мынадай қағида бар да. Машина айдап бастаған кезде бірінші жаңа кішкентай шағын машинамен үйренген дұрыс, сосын барып үлкен көлікке отырады дейді да, ол қаншалықты дұрыс емес түсінік сіздіңше қалай? Біреулер сразу үлкен машинаға отырып үйреніп кеткен сол жақсы деп әркімшілер енді ақыл айтады ғой. Иә, ол енді жалпы кез келген маман өзінше түсіндіреді, кімге қалай ыңғайлы екен. Менің есебімнен жалпы қыздар бәрі айтады, ойбай бір Матис сатып аламын, ойбай Матис. Мен айтамын, Матис ыңғайлы машина деп кім айтты сендерге? Кім соны айтып жүрген сендерге деймін. Матис ыңғайлы деп кім айтты сендерге? Матис ыңғайлы машина емес деймін ғой. Матис ыңғайлы машина емес. Ол жүргізуге, ол кішкентай жер, мен кез келген жерден сыямын. Сен рөлге отырып үйренген адам габаритті бәрібір сезінеді, қалайда. Рано или поздно габарит сезінесің. Барлық сол машинаны қозғап білесің. Негізінде кроссовер машиналар бар ғой. Кроссовер. Өте ыңғайлы қыздарға кроссовер. Неге десең, сәл биік отырасыңыз ғой. Сәл биік отырасыз. Ана Матиздің ішінде былай жай машиналарда, мысалы, жеңіл машиналардың барлығынан гөрі, ана сәл жоғарыда отырғанда ориентир алып отырасыңыз. Көрінуі жақсы. Иә, артыңыздағы машинада тегіс көрініп тұрады, қапталыңыздағы, алдыңыздағы барлық машиналар бір тегіс көрініп тұрады, сәл биік отырған. Енді үлкен джип машиналар, ол енді бірден отырып кетуге ауырлау, бірақ ауырлау болғанмен жүргізуге ыңғайлы машиналар. Бірақ ең жаңағыдай жақсы вариант сол кроссовер қыздарға да. Кроссоверге отырған кезде алдында ол жалпы көрініс жақсы көрінеді. Мен қыздарға айтамын, 360 градус көздеріңіз ойнап тұру керек, зрение күшті болу керек, 360 градус көріп тұруыңыз керек деп. Сонда кроссовер ыңғайлы. Бұл жатаған жеңіл машина иә болады, бірақ сіз жан-жағыңыздағы өзіңіздің қатарыңызда тұрған машиналардың барлығын тегіс көре алмай қаласыңыз. Мен есебімнен солай. Әр маман енді өзінің қалтасына қарайды. Ол енді әркімнің қалтасына қарайды. Жалпы мен қыздарға да сөйтіп айтамын. Енді ол бюджет, семейный бюджет ешкім шаруасы жоқ. Семейный бюджет әркімнің шаруасы. Но бірақ жалпысында болашақта машина алғанда сендер ананы аламын, мынаны аламын, әдемі машина аламын, жаңағыдай модный машина аламын деп жағаласпаң деймін ғой. Бірінші отырған кезде, ескі машина болса да, 4 дөңгелекке отырсаңыз болды. Үйрену үшін. 4 дөңгелекке отырыңыз. Қандай жолдасың қандай машина алып береді? 4 дөңгелекке отыр да, сонымен үйрен. 1 жылдың ішінде керемет жақсы үйреніп шығасың. Содан кейін қалағаныңды ал деймін ғой. Қыздарға айтамын, салоннан машина аламын деп жағаласпаң. Ол ертең сәл қағып алсаңыз, оны ішің удай ашиды. Мысалы. Сондықтан бірінші кезде мен айтамын, қандай да болса, әйтеуір 4 дөңгелек алып берді ма,
сонымен үйреніңдер деп мен сөйтіп айтамын. Нағыз қорықсаң аварийканы жағып аласыз дейсіз Иә, ғой. оны да түсіндіріп иә, ол жол бойындағы қозғалыстың кезіндегі әртүрлі жағдайларда оны не істейтінімді айтамын. Мысалы, қыздар бізде қалай қатты өтіп кетемін, үлгеріп кетемін деп жан жағы шулап сигнал берген сөйтіп бастайды. Мен айтамын, перекрестікке келдің, екі светофордың ортасында қалып қойдың. Өтуге үлгермейсің, аналар қозғалып кетті, артыңдағылар ойбайлап жатыр. Просто аварийкаңды қоста тып-тыныш парковкаға қой да отыр деймін ғой. Бәрі тарқап жолмен кетеді, өзің оңаша қаласың, сол кезде қозғал. Әйтпесе сен алдыңдағы екі машинаға соғасың, артыңдағылар саған соғады. Сол жерде деген әбден той болады деймін ғой. Сондықтан тым-тырыс отыр деймін ғой. Сен жан-жағыңды ориентир ала алмасаң, тым-тырыс отыр. Бәрі бытырап өздері кетеді, жол тауып кетеді, светофор ашылған кезде. Сол кезде сен ешкімге мешайт етпейсің. Сасуға болмайды, сасқалақтауға болмайды. Сасқалақтайды ғой енді. Сасқалақтаған кезде, айтамын, қатты қорыққан кезде, ештеңе жасай алмаған кезде сондай ситуация. Крайний случай сондай ситуация болған кезде солай істейсің. Маған да солай үйретілген кезінде. Нағыз ана үлгермей солға бұрылам деген кезде аварийканы жағып қой деп. Солға қарай бұрылатын кезде үлгермей қалады көп қыздар. Жанталасып шығады, шықпа десең тыңдамайды. Жанталасып шығады, сосын ортаға келіп алаң-жалаң отырады, сосын түсінбейді. Сол кезде отырады. Ойбай, аналар жүріп кетті. Естественно, жүріп кетеді ол. Тұрмайды, санаулы секунд қой ол. Соған да кішкене не істеу, ориентир жасап отыру керек та. Светофордың көрсетіп тұрған, мен айтамын ғой, секундты келе жатқанда ішіңнен есептеп келу. Есептеп келу. Өте алам ба, өте алмайм ба, сен мына жылдамдықпен, сен машинаны алып шыға аласың ба? Саған оның шеберлігің жете ма? Алдында қанша машина тұр еще. Сен неше ай болды жүргеніңе? Сен 3 айдан бері жүрсің ба? Жап-жаңа 10 күн болды ма? Сен соның бәрін есепке алып отыру керексің деймін. Мысалы, мен 15 жыл машина айдасам да, мен де рисковать етпеймін. Бәрін реттен қарап отырамын. Одан қалса штраф бар ғой, сосын камералар бар. Солай. Керемет. Алтын апай, енді жалпы кәсібіңіз туралы білеміз. Енді Инстаграмда күшті, әдемі болып, тек қана күшті образдарыңызды көрсетіп жүрсіз ғой, енді Инстаграмның талабы бойынша. Бірақ ол барлығы керемет деген сөз емес қой, бірақ Инстаграмда бәрі жылтырап тұрғанмен әр бизнестің өзінің қыр-сыры болады, плюстары, минустары болады. Осы салада енді тұрақталған сала ғой сіз үшін да, осы автошкола деген. Соның қандай бір қиын кезеңдері болса, соны айта отырсаңыз, өзіңізге ренжіген сәттер, не істеп жүрмін, бұл не үшін керек деген бір ой түйген сәттеріңіз болса, жауып тастағыңыз келген моменттер де болуы мүмкін да. Сондай жаңағы болашақта мысалға осындай автошкола ашқысы келіп жүрген қыз-келіншектер болуы мүмкін. Иә, бұл автошколада үйреткенде, мысалы, бұл менің өзім қалауым болды да, өзім қалауым болды. Мен негізі өзім көлік жүргізген жақсы көргеннен кейін маған үйрету қызық болды. Сосын менде бір мақсат болды. Мысалы, жылап келеді ғой енді. Иә. Үйрене алмадым, болмайды деп айтты, керек емес деп айтты саған деген әңгімені естігенде, мен неге қыздардың барлығына көлік жүргізуді үйретпеске? Мысалы, білетін қыздар, көлік жүргізіп білетін қыздар неге қыздарға үйретпейді? Өзім білдім деп тым-тырыс отыруға болмайды. Мен осы қыздарды қалай да көлік үйретуді өзім қолға аламын деп, содан кейін өзім мақсат қылдым. Бірінші жаңа айтқан, сұраныстан туды, қажеттілік болды, қыздарға үйреттім. Содан уже қыздар көйіп бастағаннан кейін уже енді жоспарлы түрде ойланып бастайсың ғой, қалай болды деп, енді кәдімгі серьезно қарап бастаған кезде қиыншылықтар да болды, өте көп қиыншылықтар да болды. Жаңа айтқан бастапқы кезде қиыншылық өзімнің теориялық аса қатты сауаттылығым жоқтығы да, мысалы да, көлік жөнінде. Ол кедергі. Мысалы, мен белгілер жөнінде толық мәлімет бере алмаймын, мысалы да, бастаған кезде толық мәлімет бере алмай қалуым мүмкін. Ана белгі не десе, мысалы, есіме түсе ме, түспей ме деген сияқты. Бірақ сосын қазіргі кезде де үйреніп жүргенде де, мысалы, өзімде осы ойланып отырамын, келген адамның бәрі ақымақ емес қой, қазір жастар сауатты. Кейбіреулер тастай қылып теорияны жаттап келеді. Мен бұланы үйрендім, мынаны үйрендім. Жаңағыдай 45 градусқа қалай бұрылу керек екенін бәрін білемін, бірақ маған практикада көрсетіңіз деген сияқты да. Солардың бәрін солармен бірігіп жүріп үйренуге тура келді маған. Автошкола дегенде сосын көп ер адамдар бұл әйелдің кәсібі емес деді. Иә, мен де жүрегімде болды, менде де жүрегімде болды. Бұл негізі әйелдің қанында жоқ, бұл ер адамның кәсібі. Ер адамның жұмысы. Руль ер адамның жұмысы. Жалпы көлік ер адамға бағынады. Тұлпардың есебі ғой негізінде. Ер адамға бағынады. Сосын ол, мен қыздарға айтамын ғой кейде келгенде, бірінші кезде түсінбей артынан айтады, шынымен де солай екен ғой деп. Мен көлігімен сөйлесем деймін ғой, кәрден келіп амандасам. Қалайсың, красавица моя? Жақсысың ба, демалдың ба?
бүгін қыздарды мені ұятқа қалдырмай, бүгін қыздарға үйретіп шығайық, сау бол, кеше күшті жұмыс жасадық екеуміз. Күшті әдемі көйлек алып беремін деп қоямын, көйлек алып беремін, чехолда, туфлиіңді ауыстырып беремін, күшті туфли аламыз ертең деп қоямын. Иә, дөңгелектер енді. Иә. Жаңағы жуып, жаңағыдай, уақытында жуам, ренжімеші, уақытында жуам деп қоямын да, мысалы. Машинамен, көлікпен қатынас болу керек адамда. Машинамен, көлікпен қатынас болмаса, ол да мысалы мен өзіме көңіліме солай шығар, бірақ көпшілік қарадым, маған бір қыз келді, жаңағы күйеуі гонщик екен, гонщик. Сол айтады ғой, бір күні екеуміз сөйтіп қызыққа айтып келемін ғой, мен олардың есінде қалсын деп, машинамен қатынасы жақсы болсын деп мен айттым. Қыздар солай, мынау мініп түсіп тепкілемеңдер. Бұл көлік сенің дүнияң, үйді сен таза ұстайсың, үйіңді күтесің ғой, стенаңды тепкілемейсің ғой. Мынанда ұрып соқпай, есің қатты жаппай, әсемдеп ұстаң. Күнде әйнектерін сүртің, күтімдеп ұстаң машинаны, сөйлесің деп па. Бүйтіп қарап отырды да, апа нанасыз ба дейді, мен күйеуімді ақымақ қылып ойлайтын едім дейді. Дені сау емес, сосын машинамен сөйлеседі деп. Ондай ұры сізде де бар екен ғой дейді. Онда мына машинаның жан-жағында жүрген, машинамен қатты жұмыс істейтін адамдар бәрінде болады екен ау. Ер адам дейді, сізде де бар ма сондай дейді. Шошып кеттім ғой жаңа дейді, машинамен сөйлесем дегенде шошып кеттім дейді. Айтамын, мен сөйтем деймін ғой. Сол сияқты да ер адамның кәсібі болғаннан кейін бұған жауапкершілік күшті керек та. Маған да қазір инстада жазады, ой, автомат үйренген несін айтып отырсың жігіттер, несін үйреттім деп әңгіме қылып отырсың, сонда әңгіме деп айтып отырсың ба? Шашын қопырап осындайды айтасың екен, сен шығып алып. Жаңағы, бұн деген бесіктегі бала біледі. Көп шайнамашы дейтін адамдар бар. Сөйтіп жазады маған. Бесіктегі бала біледі оны. Несін айтып отырсың оның деп. Оны екеуміз түсінеміз да, машина қандай екен, қалай үйрену керек екен. Оны жігіттер түсінбейді. Оларға ол күлкілі да. Айтады, керек емес зат айтып отырсың сен. Қараған халық жинап дейді. Ондай да болады да. Сөйтіп комментарияларға сөйтіп жазады. Сол айтқан, машинаға түсіністікпен келіп қарау керек, сосын жаңағындай, ол енді комментарийға бола жұмысын жоқ істемеймін ғой. Жұмыс жоқ істемейміз. Бірақ көлікке қатынас, көлікті күту, оның үйрену керек та. Полностью үйрену керек. Сосын қыздарға да үйреткенде, қыздар болсын, жігіттер болсын, мен тек қыздарға үйретемін ғой. Машинаны толық түсіне білу, уақытымен күтімдеу, соның барлығы. Сосын келген клиентте, мысалы, жеп-жеңіл болмайды. Қыздар болса да жеңіл болмайды. Кез келген адамның мінезі бар, өзінің түсінігі бар, үйрету жөнінде. Ұстанымы бар. Сен маған былай үйрету керексің. Мен сенің соны үйренейін деп келіп отырмын дейтін адамдар барды. Жоқ, маған қажет жоқ. Маған парковканы үйрет, болды, 2 күн үйретсең жеткілікті, мен қалаға шығам дейтіндер болады. Оны маған түсіндіріп, жеткізсең жеткізесің, жеткізе алмасаң, ол қиын уже. Психологиялық жағдайынан. Даже сол мысалы төленген ақша жөнінде көп айқай шығаратын адамдар болады да, түсінбейтін, өте қатты нететін адам. Даже менің келіп есігім тепкілеген кісілер болды. 15 мың үшін да сотқа жазамыз деп мысалы да. Ондай да адамдар болады. Мысалы, ол сен түсіндіре алмаймыз ол мысалы да. Көлікті үйренудің қаншалықты қиын екенін, сонда айтады, сен үйретіп жүрсің дейді да. Мен айтамын ғой, мен ана кісі келді, мысалы да, кісі келді, бірінші рет рөлге отырды. Мен де сондай жағдайда отырамын. Мен де бірінші рет рөлге ұстап отырғандай, мен де қатты напряжениемен отырамын. Мысалы, ол момент не істейтінін білмеймін ғой. Сондықтан мен кез келген ситуацияға дайын отыруым керек. Кез келген ситуацияға дайын отыруым керек. Мен тормозға аяғым бір аяғым тормозда бүйтіп отырамын деп. Аяғымды қозғап. Қай уақытта қандай ситуация жасайтынын білмейсің. Үлкен мысалы апатқа ұшырап қалмауы мүмкін. Ол адамның денсаулығы үшін, ол адамның өмірі үшін мен жауаптымын ғой. Сондықтан мен сол біреудің семьясы ол, біреудің шешесі, біреудің қызы, біреудің жолдасы. Сондықтан мен ол адамның өмірі үшін жауапты болғаннан кейін, мысалы, рөл жоқ менде дейсіз. Рөл жоқ. Мен тек қолымда, тек аяғым астында жаңағыдай тормоз бар. Рөлге көмектесуі мүмкін, бірақ ол егер күшпен алып кететін болса, рөлді мен ол күш бермей кетеді да. Сондай қиын кезеңдер болады да. Сонда сіздің күнделікті жолға шыққан жаңағы үйрету мақсатында жолға шыққаныңыздың өзі күнделікті риск болып тұр ғой. Күнделікті ол күнделікті адам өзің бірінші шыққанда, бір күнде мысалы менде 4-5 новичок қатар шығуы мүмкін да. Бір күнде мен 9 адамға шейін үйретіп жүрдім. 9 сағат машинаның ішінде жүремін. Мысалы, кісіге түсіндірмейсің, мен 9 сағат бойы именно осы сияқты үзіліссіз сөйлеп отыру. Мен айтамын ғой, ана универдегі лекция оқып жүрген мұғалімдер менен жақсы шығар деп. Кешке келгенде мен даже бір кесе шай ішуге жағдайым жоқ, просто келемін деп құлаймын. Просто құлаймын. Содан кейін 1 сағат, 2 сағаттан кейін барып, көзімді ашып бір кесе шай ішсем, күшім жетпесе іше алмаймын. Мысалы да, тамақ уақытын іше алмайсың. Мысалы, ол кісі түсінбейді, бір рет өзі келіп түсіп кетті ғой. Екінші түсіп кетті, ол түсінбейді ғой. Ол түсінбейді. Мысалы, мен
келген адам бәрін айтпаймын ғой, мен 8 адам үйретіп жатырмын, 9 адам, 7 адам үйретіп жатырмын деп. Біреулер мысалы таңғы 6-та менің жұмыс уақытым сол дейді. 8-де жұмысқа, 8:30 жұмысқа барамын, 7-тен 8-ге шейін үйретіңізші. Сіз олардың уақытына бейімделесіз. Вот жаңағы айтқан, олардың бейімдеп уақытына келтіреміз ғой сол кезде. Бірақ керек дейді да, мен жұмыстамын, бірақ маған керек. Енді коммерция ғой. Мен сол мысалы 7-де шығып келсем, 7-де шығам. Бірақ менің бір ғана нем бар, қазір қыздарда бар, мысалы 7 Кавказ маған бір қыз жазып отыр да, сағат 7-тен кейін үйренгім келеді, мені шығарыңызшы. Мен қалай шығарамын, күн қараңғы болып кетеді. Мен айтамын, қауіпсіздік кім қарайды? Мен ол кісінің өмірі үшін жауап бергім келмейді. Мысалы түнде шығарып, өлермен болып, ақша үшін деп өлермен болып түнімен жүргім келмейді мен. Бере берсін ақшасын. Мен ол кісінің үшін өмір үшін жауап бергім келмейді. Ол түнде шығып үйретіп. Мен айтамын, сен дневной светпен үйренуің керексің. Күндіз барлығын көріп тұруың керек. Алдындағы 200 метр, 300 метр жер көріп отыруың керек. Пешеход көріп отыруың керек. Ал соқырақтап түнде бүйтіп шыққанда не үйренесің? Солай шынымен де ол деп. Оған пейілді адамдар. Үйретіледі дегенге олар кез келген уақыт. Олар ойлайтын, олар бірінші түнде үйреніп алса күнді жеңіл болып кетеді деп ойлаудан. Жоқ, олар күннің жарық қараңғысына есеп бермейді. Тек үйретсең болды дейді. Иә, мен үйретуім бар. Ақшасын алып түнімен айналдырып шығып, жаймен отырып айналдырып шығып, күнің бітті, ақшаң таусылды, до свидания деп отыруға болады. Солай демес. Бірақ нәтиже шамалы болды. Иә, ол мен қалай мен арым жібермейді ғой. Мен сақалыммен мысалы жаңағы айтқан, сен үйретім дегенде жасым 60-ға келейін деп отқанда мен оларға жандай тек әшейін келіп мініп түсіп кет дегенге мен оған арым жібермейді. Сондықтан шама келсе звондаймын да отырамын. Машинаға отырдың ба? Өзің отырдың ба? Жоқ, қасымда балам жүр, қасымда күйеуім жүр. Бір ретте болса сырт өзің отырып көр. Бір ретте болса өзің отырып көр. Ана үйреніп шыққаннан кейін нете алмайды ғой. Өзі отыруға, жалғыз жүруге қорқады. Иә. Соның барлығында өзінің жауапкершілігін мен ішімнен қызып отырамын да. Не қылды екен деп кеткен қыздарды сұраймын. Көлікке сразу отырасың ба? Отырамын дейді, звондаймын да отырамын. Не қылдың? После продажное обслуживание деп қойыңызшы сізді. Бізде де саудада сондай бар. Иә, солай ғой. Жаңа айтқан, оның қиыншылықтары көп. Жаңа айтқан шаршатады, өте қатты шаршатады. Өйткені біздерде мысалға жаңағы жолдасымызбен келе жатқан кезде, қасымызда мысалға баламмен келе жатқан кезде, машина айдап жатқан кезде, ана қара, мына қара, алдыңа қара деп біз инструктор ұқсап отырамыз шынымен де. Сіздікі 2 есе оның қасында. Қатты адам, қатты напряжение болады, сосын ол да сол жаңағы айтқан, жаңа есептемейді ғой, мысалы уақытын 1 сағатын есептемейді. Сол кезде мысалы шаршатады, ол мысалы денсаулыққа пайда емес ол. Денсаулыққа пайда емес қой. Қатты шегінен шыға шаршау, ол да дұрыс емес. Демалыссыз жүру. Мысалы көп қыздар суббота воскресенье сұрайды. Иә. Шығып беріңізші, мен басқа тіпті де қолым тимей жатыр деп. Бірақ маған керек деп. А шықсаң, мен мысалы өзіме ешқандай демалатын уақыт қалмайды. Ешқандай демалады. Мен өзімнің үй шаруама, өзімнің тірлігіме, өзіме, қара басыма мен уақыт қалмай қалады да, мысалы. Мен оның бәрін есептеуім керек болады ғой сосын. Инструктор болам деп жалпы ниеттеніп жүрген қыздар көп. Біздер инструкторға оқытамыз. Теориясында оқытамыз, практикасында үйретеміз. Болу үшін сіз оқытасыз. Иә, инструктор болуға оқытамыз қыздарды. Именно қыздарды, жігіттерді оқытамыз, бірақ бұда талабы болады оның. 3 жылдан кем емес. Өзі мысалы үйретем деген кісі, ипаш қой, ипашса болады екен ғой деген емес. 3 жылдан кем емес өзінің жүргізу несі болу керек. Стаж болу керек. 3 жылдан кем, практически. Мысалы 3 жыл право 10 жыл үйде жатыр, бүгін бастап айдап кеттім деген болмайды ол. 3 жыл өзі беспрерывно, непрерывно жүреді ғой, 3 жыл үздіксіз көлік жүргізсе, сол адам ғана инструктор бола алады. Белгілі бір талаптардан өткеннен кейін, иә. Және оқу керек, теориясын оқылу керек, практикасын өту керек. Және оларға жаңағыдай бірлестік дедім ғой. Бірлестіктер біздер бере аламыз, куәлік беріледі. Инструктор болып жасай алады деген куәлігі болу керек. Олар мысалы мына жолдағы полициялар, жолдың нелері, патрульдер қарап тоқтатқанда сол документацияң бәрі болу керек адамда. Курсантқа тиісті документ болу керек, мысалы ол практикадан өтіп жүрген адам екені, сіздің үйретушіге документіңіз бар екені, машинаңыздың жабдықталуы, оның барлығы соның ішінде қарастырылу керек. Оның бәрі инструкторға үйретілетін нәрсе. Иә, керемет. Осы жері жаңадан инструктор болғысы келіп жүрген или қосымша табыс тапқысы келетін осы салада да қыз келіншектер үшін құлақтарына алтын сырға деп қояйық. Сосын мына жерде тағы бір осындай сұрақ туындап отыр менде. Сіз өз көлігіңізбен шығасыз ғой, арнайы жабдықталған өз көлігіңізбен. Соны мысалға аварийный ситуацияға әкеліп қойған жағдайлар болды ма, мысалға курсанттардың тарапынан?
сіз тормоз басып үлгермедіңіз или дұрыс емес жерде рульді бұрып жіберді деген сияқты. Ондай қалай шештіңіз ондай ситуацияны? Енді бұндай жерлерде былай болу керек қой, мысалы қазір енді барлық талап бойынша келісімшартпен жасалу керек жұмыстың барлығы да. Оқуда келісімшартпен, вождение үйренуге келді, келісімшартпен жасалу керек. Заявление толтырылып келісімшартпен жасалу. Біз енді қазақшылық деген сияқты қазақшылықпен жүре береміз. Келісімшарт бойынша соның ішінде пункттар көрсетілу керек. Мысалы курсант соқтығысқан кезде кім төлейді? Болмаса жаңағындай курсантқа қатысы жоқ инструктордың өзінен бола ма, мысалы кінә кімнен, дұрыс үйретілмеді ма, жоқ курсант айтқанды дұрыс орындамады ма деген сияқты келісімшарт бойынша істегенде сол жерде кім кінәлі деп табылады, негізі сол төлену керек курсанттың қателігі. Мысалы менде ондай случай болды ма сол? Иә, болды. Қалай шештіңіз? Тым жақсы үйреніп жүрген қыз, соңғы сабақтарымыз парковкада жүргенде осындай келіп тіреліп тұрдық. Мен де соны есептемегенмін ғой, алдымызда стойка тұрғанда, сол жерге келіп тұрдық, басқа ештеңе жоқ. Мен де арқайын болып қалғанмын ғой, жаңа стойка келіп тұрғанда тормоз басып енді парковка қояды деп есептегенмін. Ол сол жерде алды да шатасты да тормоздың орнына газ басқан ғой, қарсы еткізді ғой. Машинаның тұмсығы солай мен ішіне кіріп кеттім. Масқара. Иә, мен өзім оңдап шығардым. Енді ол бойда мысалы ол балаға мен соны анау деп ештеңе претензия қойған жоқпын. Негізінде мысалы ол түсінді, сабақты аяқтап отыр, түсіну керек, бірақ шатасты, көрдіңіз ба? Шатасты. Ондай бір случай болды. Ол болмады, тап-таза өтті деуге болмайды. Ондай случайлар болды. Болып жатады да ондайлар. Мені бірақ көшеде жатқанда қақтығысып сырып кетті, тоқтап қалдық, артынан барып соқтық деген ондай жағдайға мен жеткізген жоқпын. Жолдың бойында ондай жағдайға жеткізбеймін. Мен авариялық ситуацияға жеткізбеймін. Қалай оған? Бірақ ондай болуы мүмкін ғой да? Міндетті түрде. Ол дейтін, ол мысалы непредвиденный дейді ғой, белгісіз жағдай ғой, білмейсің ғой, жаңағы айтқан оның қалай қимылдайтынына байланысты. Бір сондай жағдай болды, сөйтіп мен арқайын болып қалғанмын ғой, келіп тоқтадық, енді парковка қоя салады, болды, тоқтадық қой деп есептедік қой. Нормально тұрдық, парковка жасадық деп. Сөйткенде ол қалған. Уже сенімге кірді дейсіз ғой, қызда уже бірнеше күннен бері. Машина тоқтап тұр ғой. Жүріп жатса екен мен да қимылдайды. Машина тоқтап тұр. Уже тек ана парковка қояды деп есептегенмін ғой, ол парковка тормозға қоймай сразу газ басқалған тұрған машинада. Сондай бір случай болды да. Енді ол жерде мен өзім жөндедім. Негізінде жаңа келісімшарт бойынша жасалу керек барлық. Төлем кім төлейді? Келісімшарт жоқ па еді сіздің араңызда ол қызбен? Келісімшарт болғанмен енді қазақшылық болды да енді. Иә, келісімшарт жасағанда мысалы ол бала шешесімен тұрады, бір қыз тұрмысқа шықпаған қыз, тек қана соңғы ақшама үйреніп жатыр, маған керек. Жағдайына қарастыңыз. Енді сөйлесесің ғой адамның барлығын сөйлескенде. Жоқ, сен маған 250 мыңға шықты, 250 мыңды төледі, мен оған қалай айтамын, осы ақысын өзі зорға алып келіп тұрған балаға. Өзің балаң сияқты баладың. Негізінде ол жалпы ести болатын зат. Солай екен. Барлық инструкторларда тек қана келісімшартпен жұмыс жасау керек. Сонда жұмысың келісті болады да, ол артынан дауласудың қажеттігі жоқ. Мысалы қандай жағдай болса, сотқа барса да, өзің болсаң да, дауды тек келісімшартпен шешіледі. Болды. Ол манағы өзінің үйренген ақшасы өзімен өзі. Сосын тағы бір үйренетін заттар біздердің қыздар мән бермейтіні. Бүгін шықпаймын, бүгін шығамын деген сияқты да. Мысалы мысалы мен графикпен келе жатырмын, үйретіп жүрмін да. Мысалы айтады, Анар шықпаймын деп атты, ертең Жанар шығу керек. Соны мана Анар қалып қойған қыз ол есептейді, бір уақыт ысырылды. Негізі ысырылмау керек ол. Кету керек, сол күнмен жабылып кету керек, мен графигім бойынша. Соның барлығы келісімшартпен қаралу керек. Мына инструкторды үйренемін деп отырған қыздарға айтып отырғаным, мысалы адамдар келіп жатқанда мен қалып қойдым, сол менің сол қазақшылықпен жаңағы. Бұрын солай еді біз оқыған кезде. Пропуска кетіп алдым ғой, күйіп кетеді. 5 сабақтың орнына 4 сағат өткізесің солай. Ол заңдылығы сондай. Соның барлығы келісімшартпен жасалу керек. Бірақ оны қазақшылыққа қазақшылықпен етеміз. Ол енді бәрімізде бар. Жақсы. Бұл енді жаңағы инструктор болғысы келеді қыз келіншектерге бір жақсы жұғымды бір ақпарат болды деп ойлаймын да. Енді сізге қарап, инстаграмнан қараймыз ғой енді сізді. Сізге қарап өзіміз тамсанамыз. Сіздің өзіңіздің жасыңызға қарамай, осы заманауи барлық инструменттерді пайдаланып, солардың ортасына кіріп, инстаграмды да мұқтаждықпен бастадыңыз ғой деп ойлаймын енді. Барлық бизнес сияқты ғой. Жұмыс жасау керек. Жұмыс жасау керек болғасын. Өйткені біздің заман талабы бойынша қазір инстаграм болмаса, сенің бизнесің жоқ деген сөз да. Бизнестің бар екенін қалай дәлелдейсің? Егер сен инстаграм болса, соған күнделікті жаңағы тірілей шығарып жүрсең, күнделікті ақпаратын беріп отырсаң, онда сен сол қазіргі нарықта барсың деген сөз да. Осы салаға сіз қалай келдіңіз? Қалай бастадыңыз? Инстаграмыңыз қалай басталды? Сонымен қатар
сіз өзіңіздің жеке брендіңізді дамытып келе жатырсыз да, бизнес леди ретінде өзіңіздің жаңа ұстанымдарыңызды көрсетіп, әр жерлерде өзіңіздің жаңа әңгімелеріңізді айтып жүрсіз, керемет. Сол туралы әңгіме өрбіткім келіп отыр. Және осы жеке брендті қалыптастырып келе жатырсыз ғой, қазіргі заманның талабына сай бір элемент та бұл да. Жеке бренд, личный бренд дамыту керек деп, сол сіздің бизнесіңізді өрлетуге әсерін тигізіп жатыр ма? Неге оны сұрап отырмын? Себебі біз өзіміз жас болсақ та өзімізге қашамыз инстаграмнан кіруге, өзімізді жаңа артығырақ көрсетіп қоюға деген сияқты да. Бірақ соның ішінде түсініп тұрмыз, что ол керек екен. Жұмыс бағытында керек. Иә, жұмыс бағытында керек. Соны сіз қалай бастадыңыз? Өзіңіздің жаңағы, сіз енді бізден де гөрі Советский Союздың адамысыз ғой, сондай өзіңіздің жаңағы шектеулеріңізді қалай алып тастай алдыңыз? Осы бағытқа әңгімені бұрсақ. Иә, дұрыс қызық сұрақ екен. Иә. Сосын тағы бір сұрақ, ұмытпай тұрғанда айтайын. Хайп деген болады ғой. Хайп па? Сіздің жаңа мысалы тумаластарыңыз бар, жолдастарыңыз бар, бала шағаңыз бар, солардың тарапы көрші көлем бар. Ойбай, мынау звезда болып кетіпті, блогер болып кетіпті деген сияқты әңгімелер болған болар? Айтады ғой. Өзгерістер бар. Қалай қабылдадыңыз? Өзгерістерді. Иә. Осы туралы. Жалпы осы жұмысты жүргізгенде мен Инстаграмды білмеймін ғой. Инстаграм дегенді мен қызым бар енді, ой жетіп қалған. Ол кезде ол кішкентай 20-ның жобасында, қазір 25-те. Инстаграмды ойладым ғой, жаңа жас қыздардың жаңа тойға барған көйлегін көрсететіні, мен неғып отырамын ғой, жерде балдардың отыратын жері, қызым жүрген жерде мен қабаттасып істеймін деп. Сөйтіп жаңағыдай енді автошколдың жұмысын жандандыру үшін, жаңа бағытпен жүру үшін енді табыс та азайып бастады ғой, мысалы да. Бұл кризистер басталды, 18-ден бері қарай кризистер басталды да, 18-19-дарда мысалы ақшаның мысалы толқыған кездері болды, кризис дедік, әйтеуір биржа пандемия талаптар өзгеріп кетті. Автошколға қойылатын талаптар, жұрттың сұранысы өзгерді, сұраныс көтерілді, сұраныстары жоғары болды. Сол кезде енді бұл жаңағы тумбаға жарнама беріп отыратын автошкола болу енді мүмкін емес болды да. Енді Инстаграмға өткенде мен не істеймін деп былай ойландым да. Ізденіп келгенде бұл не істеуге болады дегенде, сол кезде бір бизнес курсқа қатыстым 19-да бизнес курсқа қатыстым. Сол жерге барғанда Инстаграмда барсаңыз болады, қой балалардың отыратын жері, бала шағаның ішіне не отырамыз дедік қой, жаңа біздер енді үлкен болған. Ой, сендер білмейсіңдер, ол дейтін рабочее место, жұмыс орын деген сол. Инстаграмда болмасаң, сен жұмыс істеп отқаның бекер. Сен өзің айтып отырсың. Сен мына көрсетуің керексің деп. Содан ашып бастадық, жас қыздарға сіздер ұқсаған аштырып алып, енді мына қалай істейміз дальше? Жүргізуін білмеймін мен, шынымен айтайын. Мен жаңа СММ маман алғанша мен до конца жүргізуін білген жоқ. Менің бар өнерім тікелей эфирға шығам, күнде уәждениемді түсірем, видеоға түсірем, сторис түсірмеймін. Ең қиыннан бастап кетіпсіз ғой. Сторис түсірмеймін, білмеймін. Онда да СМ мына Гаухар маған үйретті. Сторис түсіріп білмеймін, тек құя беремін. Әйтеуір құртырмасын деп құя беремін да, әйтеуір құя беремін. Прямойдан түспеймін, жаңа өзім айттым ғой, сөйлеген жақсы көремін деп құя беремін. Сосын күндегі өзімнің қыздар бүгін 6 қыз шығардым, 6-шы қызым жатыр, бүйтіп үйрендік, жақсы үйренді ана қызым деп айта беремін. Сөйтіп жүре бердім ғой. Ол эфирді сақтайсыз ба сосын? Сақтаймын, қатырамын оны. Ең қиын функциясынан бастадыңыз ғой Инстаграмнан. Жоқ, ана не ғой, бәрі тек подтверждение беріп отырды ғой, бәрі жазып отырған нәрселер. Сөйтіп үйренеміз, суретке түсемін, әйтеуір. Ол кезде не өзімізге қарамаймыз ғой, кәдімгі үйде жұмыста жүрген адам, жаңа бренд сақтайды, бүйтіп жаңа өзіңнің имиджіңді сақтау, соны өзің жасау дегеннің бәрі бер жағында үйрендік қой оның барлығын. Ол кезде сосын жаңағы Инстаграмды үйрендім, сөйтіп құйып бастадым. Сосын енді бұны жүргізу үшін маман керек болды маған да. Мен оны жүргізуімді түсінбедім. Бірақ құям түсінбеймін, жүрмейді, адам шамалы. Сөйтіп мыжып жүріп, әйтеуір бір 7-8 мыңға келтірдім адамымды. Сөйтіп мыжып жүрдім. Сосын енді маман іздедім. Бұған маған таргетолог керек. Енді оқып жатырмын ғой, естіп жатырмын ғой. Енді біреуін оқып көргеннен кейін, көзім ашылғаннан кейін, бизнес қазбалай бересіз ғой. Кәсіп жүргізуге оқуға болады екен ғой деген ой келді ғой. Бәленшені оқиыншы, түгеншені оқиыншы. Енді бір-бірін айтқаннан бәленшені оқы, түгеншені оқын деп айтылады ғой. Соны ананы ашып көремін, мынаны ашып көремін. Сосын алдым да, маған таргетолог керек екен конкретінде. Енді ел айналып іздеп бастадым ғой. Сөйтіп бір таргетолог осы Ақтаудың ішінен іздесем, бір қыз бәленше ақшаңды төледі, пакеттер жазып қойған, 3 түрлі пакет бар, судым, барлығын еттім, ақшаңды төледім. До свидания. Жоқ болып кетті, жаңа қызым.
сөйтсем олар мошенниктер ма білмеймін, оның кім екенін білмедім. Содан тағы іздеп бастадым. Сәтін салып, сосын Гаухарға тап болдым ғой. Гаухарға тек жатып алып жабыстым ғой тек. Сосын бұдан келгенде осындай сіз ұқсап кездестік қой. Апа кездесейік, сөйлесейік деді. Жұмысыңыз қарайын ретінде, бірақ автошкол деген мен жүріс көрмеген жоба еді, көрейін деп сөйтеді. Ойбай енді айырылып қалмайын деп отырмын ғой, енді не болса осы балаға жабысайын, жас бала біледі деп та. Осы сізге келген сияқты тоқтамай сөйлеп жатырмын ғой. Мен мынандай жоспарларым, мынандай жасағым келеді, мынаны бүйтуім керек, мынаны сөйтуім керек. Қарап үндемей отырды. Үндемей тыңдап отырды. Сосын айтады, жас келсек, көрейік, бастап жұмыс. Содан Аллаға шүкір, қазір жұмысымыз бастап жатыр. Менің барлық жұмысымды сол SMM маманы өзі жүргізеді. Сториске түсіруді сол қызымнан үйрендім. Қалай істеу керек, қалай имидж сақтау керек, бренд сақтау, жеке брендті қалай жүргізу керек, сол кісінің мысалы подсказымен. Апа, енді жұмысыңыз жолға қойылып жатыр. Енді брендті істеуіміз керек, өзіміздің жеке имидж сақтауымыз керек деген нәрселерді сол қызым подсказымен жас балдардың, айтамын, мен жастардың айтқан подсказына қашпаймын. Жаңа айтып тұрғаным сол ғой. Мен қалай көйлек киіп шықты дейді, мен дәл соны істеп шығамын. Менің кигім келмейтін нәрселерді кигізді ғой маған ол. Кигім келмейді деген нәрселерді кигізді. Соны кидім мен. Соны, мысалы, сол Гаухардың айтқан істегеніне мен 2,5 миллион просмотр жасадық қой бір күнде. Мен де сіздің сол эфирдан көрдім, сізді де Гаухарды да. Қараңыз, сол контент түсірген кезде былай болды. Сол күні желанием болған жоқ. Мен айтамын, мынандай киіммен күн болса соқ, сен де бір бұйырмаған кезде осындай айтасың маған. Жоқ, бүгін түсеміз. Соны айтып жазасаш, бұйырғанын көреміз, жазасаш, болады, қайта түс деп айтпа маған деп сөйтіп түсеміз. Алланың қалауы, содан 2,5 миллион просмотр жинап, 100 мыңнан бір-ақ шыққанбыз ғой екеуміз. Шынайы әңгіме ол өйткені. Күтпедім да, мен өзім күткен жоқ. Мен ондай жасаймын деп, соны түсем мүмкін жықпайтын шығар да. Соны қызықты қараңыз, сонымен енді мысалы сәт түсіп кеткен нәрсе болып тұр ғой. Содан кейін миллион просмотр, кем дегенде 200, 100, кем дым шықпады дегенде 15 мың просмотр болып тұрады ғой. Соған әбден енді үйреніп алдық қой. Сосын жағы сөйлеп, жеке брендтің қалыптастыру, сосын бірте-біртен қазір қолға алып жатырмыз да. Енді ол жерде бұл жұмыстан басқа дүние. Жұмыстан басқа дүние. Енді бұл алтын. Бұл алтын немен айналысады, нені жақсы көреді, жүрек нені қалайды, менің жұмысыма қандай менің жеке бренд бір-біріне сәйкес келе ма, қалыптаса ма деген сияқты. Енді ол да болса, мысалы, менің өзімнің көкейімдегі тақырыпта, мысалы, әйел адам, мен енді жасырым 56-ға келгеннен кейін, мысалы, азды көпті көргеніміз бар да, азды көпті түйгеніміз бар. Шешелерімізден көрдік, әжелерімізден көрдік. Жаңа айтқан советский адамдарымыз да. Соны қазір жастарға азғантай да болса, құрттай да болса айтып отырғанымыздың артықшылығы жоқ шығар деп. Білген зат іште бүгіп қалып, тек мен білсем болды деген болмайды ғой. Соны азғантай болса, жастар білсін деген ниетпен соны қалыптастырып жатыр. Сосын жаңағы айтқан, сіз сияқты, сізде мысалы салт дәстүр бағытындасыз ғой, мысалы да, әдемі әшекей жөнінде өте жақсы бағыттасыз. Сол сияқты менде сол салт дәстүрге, сол әдемілікке, өзіміздің салтымызды, тәрбиемізді, мысалы дәстүрімізді жоғалтпауға, сол жастар бір қараса да көзінде қалса екен деген ниет қой менікі. Сол бойынша сосын киім кию, үлкен, мысалы, мен өзім қатарлы қыздарға да кішкене үлгі болып қалсам деймін да, мысалы, ашық шашық киініп, жыртақтап тойға барып, арақ ішіп билеп, жағаласып ортада домалау деген мысалы бізге әбден жараспайтын дүние. Әйел адамға, соның ішінде біздің возрастымызға. Біздің қарап отырсаң, Инстаграмда не бәленің түрі бар да, мысалы. Ол деген адамға тіпті үйлеспейді, әйел адамға соның ішінде. Соның барлығын мысалы жастардың алдында ене бола білу, апа бола білу, сөздің қадірін түсіну, кез келген жерде ұрысқақтап, тырысқақтап, мен үлкенмін деп міндетсінбеу, шама келгенше өзінің бағытымен жұмыс жасап, өзің үлгі болатындай өмір көрсетуге талаптанып жүрмін енді. Керемет. Өте керемет ұстаным деп ойлаймын. Сол мен сосын жерде киімдерді де өзгертіп, мысалы бұрында да, енді мен көбіне көлікте жүргесін шалбармен жүреміз ғой, шалбар кигенде де мысалы тырысқан шалбар емес, мысалы кең шалбар. Қыздарға да мен даже Гаухарға айтып қоямын ойымды кейде, мысалы көлік айдауға да ыңғайлы киім, ыңғайлы аяқ киім, аяқ ыңғайлы болмаса әйел емес, соның барлығын ыңғайластырып, мынау ыңғайлы, мынау былай болады деп қыздарға үйретіп, сондай тырысқан джинсы киюдің қажеттігі жоқ. Кең балақпен әдемі қылып, өзіңе жарасымды қылып кию болады. Қай жаста болсаң да, үлкен жаста жас болсаң да, көлік айдағанда, мен көлік айдаймын деп, жыртаңдап, майкыңмен джинсың арасы ашылып тұрмасын деймін ғой. Қыздарға да айтамын мен келген. Айту қолыма түскен қыздың бәріне құлағына құй жіберіп, жақтырсын, жақтырмасын. Жан-жақты тәрбиелеп жатырмын дейміз. Келіп жылайды, проблемасын айтады, жылайды.
қуанып нетіп жатады, мен де сөйтіп балаларым жетістікке жетіп жатыр, бүйтіп жатырмын, сөйтіп жатырмын деп. Сол енесі болайын, шешесі болайын, кейбір қыздар кеше маған жазып жатыр, сізді мен анамдай жақсы көремін. Мысалы да, тыңдайды ол. Шешесіндей көреді да тыңдайды. Сондықтан мен соларға үлгі болатындай, олардың көздерінде мысалы қаралыққа бармайтындай қылып, үлкендер осындай болу керек қой деген балдарда да талап бар ғой. Үлкендер осындай жаңағы айтқан жаңағыдай сәніңді бұзбауың керек. Тойда жүр, далада жүр, садақада жүр, әр нәрсенің өзінің орны бар, қоғамдық орын бар, мәдениеттік орындар бар. Барлығында әркім өзінің қалыпты жағдайын ұстай білу керек деп ойлаймын. Ал осы бренд дамытып жатырған кезде қандай сізге айтылған бір тоқтау сөздер, қарсылықтар, жақындарыңыз тарапынан деген сияқты болды ма? Енді ол айтады ғой, ойбуй, блогер болып кетсің деген сөз бар. Блогер болып кетсің, жаңағыдай әйтеуір инстаграмнан түспейтін болыпсың ғой, әйтеуір күн түні сен отырасың сол жерде. Не тауып айтып жатсың, соны күнде айту керек па, міндет па дейді да. Мен айтамын, міндет болмаса енді ол қалыптасқан жағдай ғой, мысалы да, жұмыс, ол инстаграмның жұмыс бағытын түсінбейтін адамға ол бәрін түсіндіру. Жаңа айтқан, ол ашып жауып білмейтін адам оның бағытын түсінбейді. Инстаграмда жұмыс жасау дейтін оңай дүние емес ол. Оңай емес, оңай дүние емес. Сториска түсіру, оны қалыптастыру, қаншалықты мысалы дубль жасалып жатыр, қанша түсіріліп жатыр, мысалы оған қалай дайындалып, мысалы да, соның барлығы ол оңай шаруа емес, бірақ бір секундтық дүние де қарасаң, түскенде секундтық дүние, бірақ соның қандай шаруа. Міне сіздің осы жобаңыз қандай еңбекті талап етіп отыр, қандай ізденіс. Сіз мысалы кәсіпкерлерді іздейсіңіз, зерттейсіз, кез келген адамды бүйтіп тұрқылап әкеліп отырғызбайсыз ғой, мен просто сондай жобам бар деп айтпайсыз ғой. Сіз де ізденесіз, екшейсіз, қарайсыз, таңдайсыз, сөзбен сөйлесе аламын ба, мінезіміз келісе ала ма деген сияқты да, мысалы. Көп оның қырлары. Мінезі келесі, жобаны таңдау өте ауыр жол, бірақ өте қызықты жол да, мысалы сіздің таңдап отырған жобаңыз. Құтты болсын, өте тамаша жоба, мысалы. Өте қызығып, мен сондай қуанышты келдім да осында. Керемет. Сөз сөйлеген жақсы ұрым ғой. Көрініп тұр. Бірақ хейттар болмады ма сонда сізге? Особо прямо қызыңыздың тарапынан, қыздарыңыз, келіндеріңіз деген сияқты. Қызым 100% қолдайды. Құрбы-құрдас. Мен айттым ғой әуелде, отличник синдромымен ауыратын кісімін ғой, сосын маған көп адам бәлен түгін деп айта қоймайды. Қызым бірақ қолдайды, мен жұмысымды қарап отырады, сториста күнде отырады. Мама мына жерімді жетпей жатыр, мына жерде әдемі шығыпсың, ана жерде әдемі шыққан екен деп айтып отырады. Жетіспесін мен ақыл сұрап отырамын. Мен жастар ғой, жас қой олар. Жастың көзқарасы керек, біз жас буынға қарай бағыттауымыз керек қой өзіміз. Солардың сұраныстарына біз айтып, мама мынау жастарға ұнайды, мына сұрақ жақсы. Мысалы СММ өзім қызым Гаухарды айтып отырады. Мынау жастардың керек сұрақ. Жастардың сұрайтын сұрақтары осы, олардың арасында. Мынау үлкендерге керек сұрақ деген сияқты. Әрқайсының бағыт бағдарын бәрін есептеп отыру керек та. Бірақ ойбой сенікіні қоя ғой, мынаны жаба сал, бұл ұят екен деген нәрсе болып көрген жоқ. Бірақ енді жаңағы айтқан, сол үшін жаңағы бір жаман айтты, сыртын айтамын деп шынын айт деген. Мысалы жүдеп, мысалы мен осы отырғанда 11 кило тастадым. Мен семіз емеспін деп ойлап жүргем ғой, семіз емеспін, нормально деп. Қазір ойласаңыз, мен осы отырғанда 11 кило тастадым 2 айдың ішінде. Өзім қарауыма тура келді. Мысалы бояну, күтіну, шашты күтіну. Мен шашым кезінде мынандай қысқа болған. Жалпылдаған шашым болған, мен де бүйтіп жүретінмін жаздың күні. Көндіре алмай не істейтінімді білмей. Өсіріп жібердім. Түйіп қоясың десің. Ол да мысалы адамның, әйел адамның жасына қарай. Мысалы 50-ге 60-ға келген әйел адамның жалпылдап жаңағы ұлым-жылым болып жүргенім меніңше ол кеспейтін дүние. Жасың келгеннен кейін орамал тартқанда да сәні, жалаңбас болсаң да сәні, кез келген классический костюммен де шашыңды түйіп әдемі қылып тұрған. Жарасымды емес пе? Аздап бұрын болсын дейсіз ғой. Әйел адамда түйіп жинақтап қоятындай шаш болу керек. Сіздің шашыңыз әдемі. Сіздер жастар не түрлі қыласыздар ғой. Мынаны түйіп те сақтай аласыңыз. Неше түрлі қылып төбесіне де қойып желкеңізге де әдемі қылып оны құбылта аласыңыз. Көрдіңіз бе? Сол сияқты ол мысалы әр заттың имиджін сақтағанда соның бәрін есептеп өзімше сөйтіп жүрмін ғой енді. Әумин, рахмет. Осы бағытыңыздан таймаңыз. Рахмет. Сіз өзіңіздің жасыңыздағы, өзіңізден үлкен әйел кісілер бар ғой, қандай да бір іспен айналысатын да. Мен қазір енді шағын бизнесте жүрміз ғой. Мен өзім ойлаймын да, так анандай бизнес жасаса да жүріп кететін сияқты, мынаны бастаса да жүріп кететін сияқты. Мысалы қазір ойлап отырмын, осы уақытта вождениемен де айналысуға болады екен сияқты. Сізде де сондай ойлар болатын шығар да. Мысалға, сіздің жасыңыздағы әйел кісілерге, апаларға, әжелерге не айтар едіңіз? Жаңа бүгінгі эфирімізді жайлап, қорытынды келе дегенде, мүмкін ғой бұның бәрі жасауға,
блогер болып шығуға, блогер дегенде біздерде былай ойлайды да, блогер болса ойбай тек жүрген тұрған жердің бәрін фотоға түсіру, бүткіл бала шағасының суретін салу, жеген тамағын бәрін суретке салу, жаңа қайда барды, демалысқа барды, соның барлығын бүткіл жердің бәрін көрсетіп отыру деп, олай емес та. Блогер бұл өзінің жаңа күнделікті ойын, өзінің бір салада бір маман екендігін көрсетіп, жайлап өзінің бір күнделікті бір жаңағы күнтізбесін жүргізген сияқты бір блог жүргізу да. Соны адамдар басқаша түсінеді да. Блогер дегенде олар бір звезда ұқсатып көрсетеді да. Соны мысалға сіз өзіңіздің ісіңізбен, өзіңіздің осы инстаграмдағы тарихыңызбен дәлелдеп отырсыз да. Бұл жаңағы өзіңіздің жасыңызда болуға болады. Сіздікі деген тіпті тем более жаңағы ерекше мамандықта әйел кісілерге келмейді дейтіндей, мана өзіңіз айтқандай, ерекше мамандық енді жаңағы тамақ пісіру, іс тігу деген сияқты болса, ол бізге тез қабылданады да. Ал сізді көрген кезде мен өзім таң қалдым да, сосын жаңа инстаграмыңызды ақтарып кеттім. Бұл кім сонда, мен Ақтауда мен мынандай танымайтын кісі бар ма сонда Ақтауда деп та. Мә деп, оказывается осындай кісі бар екен біздерде. Мә қандай керемет деп ойладым. Бірінші жаңағы ер адаммен инструктор болған кезде сол кезде кәдімгі жаңа сіз айтқандай қиналған есіме түсті да. Жаңа жағымсыз ситуациялар. Мә қандай керемет, оказывается қазір әйел адам инструкторлар бар екен деп. Бірінші соған қуандым, екіншіден сіздің ерекшелігіңізге таң қалдым да. Мә жасыңызға қарамай блог жүргізіп, еще күшті қылып жаңағы өзіңізге бренд қалыптастырып алғансыз, күшті қылып. Әдемі шляпалармен неше түрлі. Өте қуаныштымын, сіз сияқты апалар көбейе берсін деп айтам. Сіз не айтар едіңіз біздің көрермендерге? Сіз сияқты мысалы бір іспен айналысады, бірақ қорқа соқтап жүрген, оны былай сезетті адамдар, ішінің бәрі мына жер толады ғой. Толады, біреуге айтқысы келеді, соны шығарғысы келеді, біреуге үйреткісі келетін бір моменттер болады да. Сол кезде не істеу керек? Ол мысалға енді үлкен жастағы ер адам болсын, әйел адам болсын, ол тұлға болғаннан кейін сондай болады да. Сондай кезде не істеу керек деп ойлайсыз? Қалай бастау керек? Дұрыс айтасыз. Негізгі қазір мысалы жастар қатты қозғалып жатыр да, барлық нишалар дейміз мысалы да, қазір нишалардың барлығында жастар бар, барлығына араласады. Мына біздің жастағылар 55 пен 65-те қояқшы, жақсы, 70-ке бармай-ақ қой. 55 пен 65-тің арасындағы қартайып үйде отыратын пенсионер жас емес қой, қолындағысын жасап, өзі кәсіп бастап істейтін жастағы адамдар. Бұлардың барлығы жаңағы айтқан өзінің қолынан іс келіп отырып, бірақ соны ашып көрсете алмайды. Жұртқа таныта алмайды. Сосын жаңағы Инстаграм деген өне дүние дейді, көш дейді, балалар айтса. Бала бажар, балалардың айтқанына тыңдамайды деген сияқты. Бірақ соны үйреніп, мысалы өзің кәсібіңді азғантайда болса, апалар көрсетіп жатыр ғой, бізде шетпеде жаңағы дальнобойщик болып жүрген апамыз бар. Да? Россиядан ағаш тасиды. Мә, ол кісіні шақыру керек. Неде, сол жаңағы сол сияқты әркім мысалы қызығушылық күшті болса, егер қолынан келіп тұрса, тамақ пісір, болмаса бірдеме шекпен тігіп білмейміз мысалы да, шекпен тігуден жадағайды тігіп білмейді жастар да, мысалы ол қазіргі пішімге салып тігуі мүмкін, бірақ бұрынғы қазақы салттық дәстүрде біздің алдымыздағы адамдар біледі. 60-65-тегі қыздар біледі да, мысалы, қыздар деп қояйын. Солар біледі. Мысалы, олар соларын неге айтпасқа, неге көрсетпеске, қандай материалдан, шит оқу, мысалы, соның бәрін неге бір-біріне жалғастырмасқа. Соны жоқ біледі, қалай шығару. Сол. Осыны айтамын ғой, осыны Инстаграмға шығарып, балалардың, немерелерінің көмегімен шығарып бастаса, өзінің немерелерінің көмегін сұрап, жаңағыдай бірінші үй іші түсіріп бастаса, содан кейін қалыптастыруға болады ғой оны. Балаларға сосын тауып бер десе, мысалы, жүргізетін адам, маман бар. Маман табу керек. Маман бар. Олар түсінбеуі мүмкін. СММ деген не зат, ол айтып отқандар. Бұл саған көмектесетін кәдімгі көмекші болады. Өзіңе қолма-қол көмектеседі. Саған қалай жүру керек екен, жолын көрсетеді. Мысалы да кәсіптің қалай өрбу керек, қалай өсіруге болады. Соның барлығын көрсетіп отырғаннан кейін сен мысалы өзіңнің жүрегіңде жүрген нәрсені көпке үйрету ғой енді. Негізгі біздің мысалы кез келген адам, ер адам болсын, әйел адам болсын, мысалы ер адамдар көлік жөндейді, мысалы ешкімге көрсетпейді да, мысалы. Ондай адамдар үйінің қасында жөндейтін кісілер көп. Болмаса теріден аяқ киім тігуі мүмкін, теріні илеуі мүмкін да, мысалы. Теріні илеп, обработка жасап, просто дайын продукция қылып сатуға болады, мысалы да. Сондайлардың барлығын өзі қалыптастырса, оны көрсете білмейді да, көрсетпейді, ешкім көрсетпейді. Соның үшін біздің қазекемдер көрсеткісі келмейді. Қой, не қыласың дейді, бала шағаның әңгімесін айтып тұрсың дейді да. Ал соны көрсету керек, жастарға үйрету керек. Мен мысалы өмір бойы машина айдаймын деп айтпаймын. Мен 60-ға келгенде машинаның құлағында жүремін деп мен айта алмаймын.
бұл да уақытша дүние ғой. Мен енді басқа зат іздеуім керек болады, басқа дүние жасауым керек болады. Сол кезде мен қандай нишаға ауысуым керек, қандай кәсіпке ауысуым керек. Оны да сәл де болса осыған көз жүгіртіп өзімнің бағытымды қарай бастауым керек. Мен 65-ке келгенде мен әлі вождениеде жүрмін деп айта алмаймын мысалы да. Солай емес пе? Ол да бәрі уақытша дүние мысалы да, уақытша дүние. Сондықтан өзіңнің қолынан келіп тұрған кәсіп болатын болса, жастарға үйрету керек. Мен өзім қатарлы қыздарыма айтамын. Қыздар, жігіттер, біздің қатар 55-65-тегі қыздар, жігіттер. Қолыңыздан келіп тұрған кәсіптің барлығын жастарға үйрету керек. Инстаграмнан қашпау керек. Инстаграмның өзінің мамандары бар. Сол мамандардан көмек сұрасаңыз, барлығын өздері ашып, айтып береді, түсіндіреді, жүргізеді. Ол кісі көргенде сіз ғана бір камераны көріп отырасың, сіз ар жағындағы неше мың кісі отырса, сіз білмейсіңіз оны. Сондықтан осы өзіңіздің қолыңызда жасап отырған кәсіпті жастарға үйреткен абзал. Жарыққа шығару керек дейсіз ғой. Сонда өзіңіз де танымал боласыңыз, сіздің затыңыз да танымал. Мүмкін ол керек зат шығар, керек дүние шығар да, мысалы. Ол ешкім білмейді. Сондықтан барлығына жақсы көзбен қарау керек, жақсылыққа талаптану керек, болашаққа тек үмітпен қарау керек. Мен болдым, 65-ке келдім, пенсия шықтым, до свидания болмау керек. Той садақаны аралап жүру деген той садақа таусылмайды. Ағайын тума көп қой, шүкір. Бірақ сонда да, мысалы, жаңағыдай жастарға көрсететін жақсы нәрсе болса, соны қолынан келіп тұрса, үйреткеннің артықшылығы жоқ. Соны жасауымыз керек. Соны жарыққа шығару керек. Соны жарыққа шығару үшін қазіргі инструменттер, Инстаграм бар, ТикТок бар, Ютуб бар, соның барлығын пайдалану керек дейсіз. Оның ешқандай әбестігі жоқ. Оның әбестігі жоқ. Ол қайта керек. Жастарға көрсетуге керек болады. Сосын жастар оның жаңаша қай бағытта жүргізу керек, жаңаша қалай істеу керек, мына заманына сай қалай өзгертуге болатын, оны өздері өзің үйреніп бастайсың, көріп бастайсың. Сосын олар айтып бастайды, мысалы жастарды, әже былай істесек болады, мынаны былай істесек болады деген сияқты өздері айтып тұрады. Жаңағы бизнес тренингтерде айтады ғой, бірінші де, сосын ар жағында жолын ашыла береді деп. Қалай жасау керек? Оқымаймын, білмеймін. Ол мен оқып, енді қайдан оқимын, жасым қартайғанда. Барлығы ютубта тұр, барлығы инстаграмда тұр. Үйден ешкімге көрінбей ақ, үйден үйреніп оқи беруге болады. Егер керек нәрсе болатын болса, үйде отырып үйренуге болады. Мысалы, мен өзім сол ғой. Мен кешкісін өзіме қажетті деген материалдарды, мысалы, оқым келетін материалды. Ешкім маған айтып отқан жоқ. Алтын, сен не оқып жатсың? Не керек ол саған деп айтпайды, мысалы. Кітабымды оқимын ба, ютубтан қараймын ба, басқасын қараймын ба, өзім білемін, мысалы. Подкасттарды тыңдаймын ба дейсіз? Подкасттарды қарап, керекті материалдар. Керемет. Ең кішісі мына сөйлеу өнері да, айту өнері. Білмеймін, содан не қоя, нетіп, не қыласыңдар ғой деген әңгіме керек емес. Біз солмыз ғой. Солай, Сол не қылам, нетіп дегендерді қою керек. Сонымен әдемілеп өзіңнің ойыңды таза жеткізуге де. Қол жеткізуге болады. Дұрыс қой, ол үшін де оқу керек қой адам. Үйрену керек. Өте керемет, Алтын апа, сізбен бірге осы бір сағаттың айналасында өте керемет сұхбат болды. Керемет ақпараттар алдым, күшті инсайттар алдым, өзім күшті демалып қалдым. Сіз сияқты қыз келіншектер, апалар, әжелер көп болсын деп тілеймін біздің қоғамда. Себебі біздің қоғамдағы әйел адамдар дамитын болса, олар көздерін ашатын болса, олар бір кәсіппен айналысатын болса, ол үйінде отырған 5-6 бала шағасының үлгісі болады. Пример подражание деп айтамыз ғой, сол үлгі тұтатын мамасы болады. Әйтпесе, оның ар жағында бала мен ананың арасындағы қарым-қатынастың жоғалып кететін байланыстары бар да. Сіз өзіңіздің осындай бейнеңізбен, осындай өзіңіз ұстаныңызбен, осындай жүріс-тұрысыңызбен, іс әрекетіңізбен көпке үлгісіз. Онымен сізге астына жазылған комментарийлерден де оқыдым, көрдім. Сізге ұқсағысы келетін, сізге алғыс жаудырып жатқан жастар да көп екен. Сізге ұқсағысы келіп жатқан адамдар да көп екен. Енді біздің көрермендерге айтарым, Алтын апа сияқты өзімізді дамытайық. Жасымыз тек қана паспорттағы цифра деп айтайық та, алға қарай өзімізді дамыта берейік. Егер де өзіңізде кәсіп болып, соны дамытқым келеді, ортаға шығарғым келеді десеңіз, онда әдемі керемет SMM мамандары бар. Сол мамандарды тауып жұмыс жасауға болады. Және де өзіңізді осындай Алтын апа сияқты бизнес-леди қылып шығаруға да болады. Дұрыс айтасыз. Өте керемет, рахмет сізге. Жарқырай беріңіз. Рахмет. Атыңызға затыңыз сай болып жарқырап жүре беріңіз, апа. Рахмет, сау болыңыз.